Қандай партиялар қоғамға керек қазіргі таңда? Квази секторда да, немесе мемлекеттік секторда да жұмыс жасамаған адамдар болу керек. Ең ірі қылмыскерлер қазіргі таңда қамауға алған аманат партия мүшелері, дұрыс па? Ол жаңа олигархтардың партиясы солай ма? Мұхтар мырза, сіз партия құрайын деп жатырсыз. Мемлекеттің бәріміздің салық төлеушілердің ақшамыз шикізаттың сізді коррупциямен байланысты істі болған деп айтады, дұрыс па? Жиі айтылады. Жалпы жұрттың санасында когнитивті диссонанс тудыратын жағдай деп ойламайсыз ба осыны? Ары қарай айтайық. Мына бір мен сұрақ қойсам, мағына сөз беріңдер енді сендер енді. Жоқ, Мұхтар мырза, бір сұрақ. Мен жүргізуші сұрақ қойса, сосын барып сізге сөз берейік. Жер мен салық кодекстерінде мысалға Марғұлан Сейсенбаевтың бизнесіне керек өзгерісті енді былай айтқан кезде енгізіп беріп, бұл енді заң тұрғыда лоббистік қызмет көрсеттіңіз, сол қызметіңізге шамамен $390,000 шамасында гонорар алдыңыз деген ақпарат бар. 390,000 дейді. Ереке, мен саған мынандай ескерту айтайын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті біздің YouTube арнаның жазылушылары. Біз сіздер үшін осымен 3-ші шығарылымымызды бастайтын отырмыз. Негізгі тақырып бізде жаңа Қазақстанды ескі кірпішпен қаншалықты қалай аламыз? Яғни осы бір тақырыптың айналасында, сонымен қатар жақында ғана президент Тоқаев өзінің жолдауында енді біраз мәселелерді айтты. Кейбір адамдар ұнады, кейбіреуге ұнамады деген сияқты. Кейбіреуі келісті, кейбіреуінің қарсы пікірлері болды. Яғни осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін бүгін біздің осы жерде студиямызға сіздер шақырып отырмыз. Бірден таныстыра кетейін. Абай Абылайұлы, PhD, Казгю университетінің профессоры, сонымен қатар халықаралық құқық оқу бағдарламасының жетекшісі, Лидс университетінің түлегі. Қош келдіңіз. Мұхтар Тайжан мырза. Қоғам қайраткері. Варшава университеті. Варшава университетінің түлегі. Сіздер кәдімгідей Еуропаның түлегі. Мұхтар Абайдан алысыңыз. Дұрыс айтасыз. Абай мен Мұхтар. Жақында жер қорғаны партиясы. Құрылтайшысы. Бастама жасап жатыр. Тіркелмеген. Тіркей ма? Оған қалай көресіз? Сенімдімін. Келістіңіздер ме? Кімге? Білмеймін, қалай сенімсіз? Өйткені саяси реформа болып жатыр. Президент Тоқаев айтты, саяси партияларды тіркеуге барлық жағдай жасау керек. Президент Тоқаев жақсы көресіз. Енді қазіргі таңдағы бірден-бір мемлекеттің басшысы. Дұрыс. Сонымен бірге шын айту керек, президент деген ол мемлекеттің институты. Сондықтан әрине бұл жағымпаз емес. Ешқандай жағымпаз. Жақсы көріп. Аматтың өкілі олай айтпаса кім айтады? Ондай минус қайда кетті? Дұрыс. Ерлан Саев, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, сонымен қатар қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңестің төрағасы. Сосын фракцияның орынбасары. Фракцияның орынбасары. Соған байланысты жалақыларын өсетін мәжілістегі аманат фракциясы төрағасының орынбасары. Фракцияның төрағасы Қошановтың өзі. Жай депутат емес. Енді ешқандай үстеме жоқ. Фракцияның орынбасары болу үшін. Ешқандай үстеме жоқ. Оның барлығы қоғамдық жұмыс. Жоқ, ешқандай привилегия емес. Жақсы. Миссия. Керемет. Енді мен бір кішігірім дисклеймер сіздер үшін. Енді сіздер публичный саясаткерсіздер. Менің кейбір пікірлерім сіздерге ұнамауы мүмкін. Кез келген соны. Енді мен бұл жерде біреуге бір жақтау немесе бір ашық талқылауға тырысамын. Кез келген сұрақтарыңды ешқандай реніш болмайды. Мен осыны ғана естігім келген. Онда бірден бастайық. Енді жақында партияларды тіркеу бойынша, партияларды тіркеу бойынша 5,000-ға дейін түсірді. Бірден сол кезде Мұхтар Тайжан шықты партия шамында. Осы Тоқаевтың мәлімдемесіне сол әсер бір сағаттан кейін мен соны жариялап қойдым.
партиямды ашамын. Түңіз ба, кәдімгі бұрыннан идея бар ма? Бұрыннан идея болды әлбетте, бірақ одан мына Тоқаевтың мәлімдемесіне дейін ондай мүмкіндік болмады. Бірақ жер қорғаны деген қозғалысымды мен бір жылдай бұрын ашып қойдым. Жоқ, просто ашып қойдым да, былай сайт ашып алдым. Түсінікті. Мысалы, сіз қазір Алматыдан келдіңіз, қателеспесем. Адамдар, халық жиналды сізге. Жиналды. Қалай, міндеттеп шақырасыз ба, мысалға? Ол міндеттеп шақыру үшін менің қолымда билігім жоқ қой. Мен кәдімгі студенттерге тапсырма беріп, жаңағы мұғалімдер жинап деген сияқты. Ондай билігім жоқ қой. Ондай ешқашан. Ондай билік кімде бар бізде? Ондай биліктегі адамдардың қолынан болу керек. Бірақ мен биліктегі адамым жоқ қой. Сосын мысалы жақында сұрақ та. Ол несі күлкілі, ол шынайылық. Мысалы жақында Аманат партиясы Алматыда митинг өткізді. Ақпарат шықты, иә? Ерболат, менің ана жиыныма студенттер емес, үлкен кісілер келіп отыр. Олар Бақанастан келді, иә? Сарыағаштан келді. Жолдың ақшасын төледі. Ижоға Сарыағаштан келіп отыр. Кегеннен келіп отыр да. Сенгеннен келіп отыр да. Тіпті ана мүмкіндіктері шектеулі адамдар келді. Көрдің ба? Әрен екінші қабатқа барып отырып тыңдады ғой. Қолдан плакат жазып берген жоқсыз. Жоқ. Жақында Алматыда мысалы Аманат партиясы Алматыда митинг өткізді, студенттерді жинады. Ақпарат шықты, скриндар шықты, міндеттеген студенттерді. Ескі әдістермен сіздер жаңа Қазақстанды қалай құрасыздар? Тоқаев сондай тапсырма берді? Біз ешқандай міндеттеме болған жоқ. Онда ол қалай? Ана мысалы оны шынын айту керек. Өйткені біз ол жерге бардық. Біз ол жердегі қатысқан азаматтардың барлығының ішінде аралап жүрдік. Сонымен бірге сол жердегі қатысып тұрған азаматтардың барлығымен пікір алмастық. Сондықтан бүгінгі таңда мысалы үшін билік партиясы болғандықтан билік партиясының жауапкершілігі де көп болады. Оның билік партиясына сын да көп айтылады. Ол енді заңды нәрсе. Ал енді дәл сол митингке мысалы үшін ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Мысалы үшін мен өз еркіммен бардым. Сол жердегі азаматтардың барлығымен сөйлестік. Барлығымен ашық айттық. Жігіттер, сендер осы жерге кім алып? Жоқ, біз осы өзіміздің ырқымызбен, сонымен бірге өзіміздің ниетімізбен, жолымызбен келдік деген сұрақтар сол жерде. Керісінше сол жердегі Орда сайтында Башкированың мысалға шығарған ақпараттарын қарасақ, журналистердің сол кезде оларды дәл солай барып сұраған, керісінше олар жауап беруден бас тартқан студенттер, біз арнайы бір автобуспен келдік деген ақпараттарды айтқан. Мен өзім дәл сол күні сағат 9-да 19 наурыз. Иә, сағат 19 бердім. Онан кейін сағат 10-нан бастап сол жерге бардым. Сол жердегі келіп жатқан жігіттердің барлығымен біз ашық жатқан әңгімелестік. Ешқандай мен өзім сол жерде жүрген кезде маған ешкім біреу мәжбүрлеп алып келді деп айтқан жоқ. Ол жерде студенттер ғана болған жоқ. Негізгі масса студенттер болған жоқ. Ол жерде студенттер болды, бірақ дегенмен де ол жерде осы Алматыдағы көптеген жаңағы азаматтардың категориясының барлығы болды. Барлығы болды ол жерде. И жаңағы бүкіл азаматтардың көпшілігімен мен өзім жекеде сөйлесіп беріп шықтым. Мысалы үшін дәл маған бір адам бүйтіп айтқан жоқ. Кімнің идеясы болды солай өткізу? Енді бізге ешқандай ападан тапсырма түскен жоқ. Бұл енді партияның, Аманат партиясының басшылығының идеясы. Сіздер қолдадыңыздар? Әрине қолдау керек. Неге 19 наурыз? Енді біріншіден менің ойымша наурыздың алдында, Наурыз мейрамының алдында халыққа белгілі бір саяси оптимизм беру керек. Сонан кейін енді қазіргі таңда президент Тоқаев Аманат партиясының төрағасы ғой қазір. Сондықтан осы президенттің саяси реформаларын қолдап, саяси реформаларына белгілі бір жаңағы халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Енді мен мүмкін сәйкестік болар, 19 наурыз күні Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кеткен күн, президенттіктен, және Тоқаевтың президент болған. Яғни сәйкестік пе? Бір жағынан сәйкестік болды. Енді қазір енді Аманат партиясының жаңа
енді жас отан ғой, пацандар партиясы деп жатыр ғой қазір, ренжімеңіз енді, бірақ сондай пікір бар. Солардың бір сондай психологиялық ойы болуы мүмкін. Егер сіз басшылығының идеясы дейтін болсаңыз енді шынын айту керек. Себебі ол жерде бір бізде партияның орталық аппараты бар ғой. Партиялық орталық аппаратынан бізге сондай ұсыныс түскеннен кейін біз оны қолдадық. Шынын айту керек. Өйткені біздің өзімізге мысалы үшін біріншіден президентті қолдау жөніндегі белгілер керек. Екіншіден нақты айту керек. Енді мынау президенттің сол саяси реформалары Қазақстанның халқының басым көпшілігі қолдап отыр. Өйткені мен өзім аймақтарда көп боламын. Осы жүрген жерімізде шын айту керек, осы Қазақстанның аймақтарында міне осы мәселе кеңінен талқыланады, және сонымен бірге жаңағы сол жақтағы азаматтардың кәдімгіше оптимизмін тудырып отыр. Ал енді міне осындай кезде жаңағы халыққа, қоғамға белгілі бір бағыт, белгілі бір сигнал беру керек. Сондықтан менің ойымша бұл митинг өткізу өте дұрыс болды, және ол жерге митингке көптеген азаматтар барлығы. Жаңағы ешқандай мәжбүрлеу ештеңе болған жоқ. Қалай ойлайсыз? Жалпы мысалы Ерлан мырзаның айтуынша, қазір президентті халықтың басым бөлігі қолдайды дейді. Мысалы біз көріп отырмыз, мысалы оқиғалардың барлығы осы күнге дейінгі оқиғалар, осы күнге дейін бәрібір шешімдерге қатысты біз жалпы белгілі бір деңгейде халықтың қарсылығын байқап отырамыз. Сіз енді халықпен көп кездесесіз ғой? Менің білуімше, менің сезуімше, осы Тоқаевқа халықтың сенімі әлі таусылған жоқ. Әлі бар сенім, үміт бар. Бірақ қаңтар айынан кейін әлбетте сол Тоқаев мырзаның беделі түсті. Менің ойымша түсті, қаңтар айынан кейін. Бірақ осы Қайрат Сатыбалдыны, Боранбаевты, басқаларды қамауынан кейін Тоқаевтың беделі сәл өсті. Халықта пайда болды да әділеттік орнатылады деп. Бірақ бұрынғыша емес. Өйткені қаңтар психологиясы емес пе? Мысалы, кедей елдің психологиясы емес пе? Себебі қалай? Әрине мен келісемін, қамау басқа, егер кінәсі басқасы болса. Бірақ өзіңіз білесіз, мысалы теорияларда, сіз философия жақсы білесіз, кедей елдің психологиясында жаңадан келген билік ескі билікті қамаумен айналса бұл бір. Екіншісі, өзінің билігін ұзақ сақтап қалуға бүкіл процестерді жасап бастайды. Бұл сондай бір көрініс. Сондай көрініс, өйткені енді жасыратыны жоқ, біз кедей елміз ғой. Біз бәрібір осы ханға сенген халықпыз бәрібір. Мұндай үміт сенім бар. Таусылып кішкене азайды қаңтар айынан кейін. Оған да сөз жоқ. Бірақ та осы нақты Тоқаевқа әлі үміті бар екен халықта. Менің сезуімше осындай. Түсінікті. Сіз қалай қабылдадыңыз мысалға? Мысалы, біз айтып отырмыз ғой, жаңа Қазақстанды ескі түсінікпен, ескі әдіспен, мысалға Алматыдағы аренада жастарды жинап, мысалға тигрді басқа деп айтқызу, сосын жаңағыдай митингті қолдан ұйымдастыру мысалға. Менің ойымша да жасанды болып көрінеді. Өйткені спорт Алматы аренаны кез келген партияға ешкімге бермейді. Олардың көбісі концерт болады деп білмейді. Мен өткізген жиынымыз Ахметбек Нұрсила деген азаматтың меншігі, ол маған берді да. Әлбетте маған Алматы арена әзірше бермейді. Жасанды деп көрінеді маған. Ол рас. Бермейді деп отырсыз, сондай. Егер маған уақыт берілсе, мысалы, хабарландыру, жеткізу үшін, мысалы, онда толтыруға болады деп ойлаймын. Үміттенемін. Бірақ әлбетте қалай деуге болады, Черномырдиннің сөзі есіме түсті де қазір. Кез келген партияны қосақ та бәрібір КПСС болып шығады. Ондай күлкілі сөз болды. Әзірше енді
аты енді ауыстырды ғой енді аманат, бірақ заты әзірше сол қалпыда болып тұр. Әзірше. Адамдар да сол, үкімет та сол, айтпақшы сол үйренген жоқ. Бірақ көре жатармыз әрі қарай не болады. Бірақ ана ашық бәсекелестікке шығып, менің мақсатым аманаттың орнына отыру. Біздің партиямыз көпшілік болу керек. Аманаттан мына ерекендермен осы орыннан ана жақта отырып сол секілді мәжілісте де біздің партиямыз көпшілік болып отыру керек деп есептеймін. Мәселе мынада. Біз өзіміз азамат ретінде, депутат саясаттанушы ретінде осы біздің елімізде саяси процеске көптеген азаматтардың қатысқанын қалаймыз. Одан кейін президент Тоқаевтың осы жолдауында сол президент айтты ғой, мына партияны тіркеуді жеңілдету керек деп. Қазірдің өзінде 10 шақты әртүрлі топтар бар. Жаңағы осы партия құрамыз деп жүрген, талаптанып жүрген. Соның біреуі мысалы үшін Мұхтар, өзіміздің замандасымыз. Біз бұл мәселенің барлығын тек қана құптаймыз. Бірақ бұл мәселе Аманат партиясының саяси аренада кетеді деген мәселе емес. Негізінде бүкіл жаңағы төреші партияларға төреші. Ол бірақ төреші бар. Ол халық. Халықпен жұмыс істеудің технологиясы ол бөлек, шындай. Сондықтан біріншіден біз бірінші жағынан біз осындай саяси жаңағы демократизацияны қолдаймыз. Екінші жағынан біз саяси бәсекелестікке біз дайынбыз. Саяси бәсекелестікке дайынбыз. Ертең мынау ашық, сонымен бірге әділ сайлау болу керектігін біз өзіміз қамтамасыз етуге тырысамыз міндетті түрде. Және осы азаматтардың барлығымен бірге барып, халықтың алдына барып, сайысқа түсеміз. Мысалы, партияның 700 мыңнан астам мүшесі бар дейді. Кез келген шешімді қабылдайтын кезде халықпен ақылдасу керек, партияның өзінің ішкі мәселелері болады. Ішкі мәселелері бойынша партияның өзі. Ал біз сол жаңағы депутат ретінде, одан кейін жергілікті жердегі депутаттар әрине шешім қабылданған кезде міндетті түрде партиямен жаңағы халықпен ақылдасады. Мен бірақ мысал келтірейін. Енді біздің депутат болғанымызға көп болған жоқ, 1 жыл болды. Біз сол депутат болардың алдында да осы көшеде жүрдік. Партия мүшесі болған жоқсыз? Содан кейін мен партияға кіргеніме 1 жыл болды. Сол депутат келдік, онан кейін жаңағы 1 жылдың ішінде депутат ретінде біз қандай жұмыс атқардық. Мен өзім азаматтармен жұмыс істеудің арнесін. Мысалы үшін сол партия маған шекаралық аудандардың мәселесін жаңағы ұсынды, осы мәселемен айналысу керек деп. Енді ол бұрыннан бері біздің өзіміздің жаңа айналысып жүрген мәселеміз болғандықтан мен оны өзім қабыл алып жүйелі түрде жұмыс істедік. Енді айтайын, міне осы 30 жылдың ішінде көптеген жұмыстар жүргізілмеген. Енді Шығыс Қазақстан облысының шекаралық аудандары туралы айтайын. Мысалы үшін Күршім ауданында Жауғашты бар, Зайсандағы Үйдене бар, Тарбағатайдағы жаңағы Қарғаба мен ана жердегі өзі Босша бар, сол жердің барлығында үлкен жаңағы платиналар бар. Олардың барлығына 30 жылдың ішінде ақша бөлінбеген. Міне 1 жылдың ішінде сол платиналардың барлығының жаңағы ремонтына, және капитальный ремонтына қазір біз өкіметпен тікелей жұмыс істеп жатырмыз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол жақтағы мысалы үшін жаңағы бүкіл шекаралық аудандардың барлығын сол шекаралық аудандарды ашу жөнінде мәселе қозғалды. Қазір сол мәселеде біртіндеп шешіліп жатыр. Сондықтан біздің партия мүшелері, депутаттар осылай халықпен тығыз жұмыс істеп, халықтың діттеген мәселелердің барлығын қазір көтеріп отыр. Енді екінші мәселе. Анау жаңа мен осыдан 2 ай бұрын сол жаңағы Шығыс Қазақстан облысының халқына барған кезде мен ешкімді жиған жоқпын. Депутат Сайыров келеді деген кезде Ақжарда 250 адам, Зайсанда 250 адам, Марқакөлде 300 адам, Қатон-Қарағайда 300 адам жиылды. Оны ешкім жиған жоқ. Bir нәрсе. Жоқ, тыңдайын. Оны Сіз жиған жоқ. жеке мажоритарный депутат неге болмайсыз? Оны ешкім жиған жоқ. Өздері жиылды. Халық. Көрдің бе мәселе қайда? Маған әкімдер айтты, мен айттым, халық келем десе келу керек. Біз халықтың бүкіл айтқанын тыңдауымыз керек. Және халық қандай критика айта ма,
оның ішінде сендерге жаңағы белгілі бір реніштер бәрін тыңдауымыз керек деп. Міне осы бүкіл жаңағы халықтың айтқан барлығын тыңдап, біз өкіметке де қазір алдына мәселе қойдық. Осы келесі сәрсенбі күні осы бүкіл Қазақстанның жаңағы мәжілісінің депутаттарының мәселелеріне байланысты бізге өкімет отчетпен келеді. Сол жерде осы мәселені де қараймыз. Сондықтан қазір партияның ішіндегі жұмыс қазір міне осылай өзгеріп жатыр. Енді қараңызшы, Ерлан мырза, партиясы жұмыс істей алмайсыз ба? Жоқ, ертең мысалы үшін мажоритарлық жүйе болатын болса, шығасыз ба? Партиядан шығасыз ба? Жоқ, мен партиядан шықпаймын. Өйткені енді партия бізге сеніп тапсырды ғой. Бірақ мажоритарлық жүйеге мен барамын. Сіз партиясыз адамдардың яғни бір орнын тартып алғандай болмайды ма? Мысалы, ол жерде 30% ғой, қателеспесем. 100%-тің 30%. Ол жерде партиядан шығып барып, мажоритарный неге түсесіз. Себебі қанша дегенмен партияның мүшесі болғаннан кейін, әкімдер болсын, жергілікті билік болсын, сайлауға барған кезде сізді партияның мүшесі ретінде қабылдайды. Бізді бүгін мысалы ол халықты алдау болып табылады. Мәселе мынада, партия бүгін бізге сеніп тапсырып отыр. Сол біз партияның айтқанын қазір істейміз. Мен аманат партиясының мүшесімін. Мен өзім мысалы үшін сол мажоритарлық жүйе болатын болса, мен депутат ретінде, кандидат ретінде түсемін. Мүмкін жеңіп қалармын. Жеңіп қалсам, ол менің өзімнің проблемам. Онда мен партияның болсам дейсіз ғой. Жоқ. Жоқ, сіз партияның мүшесісіз ғой. Иә. Қараңызшы, Ерлан мырза, сіз партияның мүшесісіз, дұрыс па? Иә. Мажоритарлы сайлауға түсу үшін партияның мүшесі сізге ықпал береді ғой, дұрыс па? Енді маған мысалы үшін ертең партия, біздің партияның атынан мажоритарлық жүйемен барып түспейтін болса, түзеу де мүмкін, иә? Түсінікті. Абай мырза, мысалы қазіргі біздің сайлау жүйесінде қарасаңыз, біраз түсініксіздер негізі. Бізде соңғы 10 жылда, соңғы 15 жылда шынын айту керек қатты өзгеріп кетті. Мысалы, тіпті анау президентке сайлауға түсудің өзінің 5 жыл мемлекеттік қызметте тәжірибе болу қажет екенін, мысалы, тіпті сен мәслихатта партияның атынан ғана түсе алатын сайлауға мажоритарлық жүйе өз жерінде алып тастады. Қазіргі президенттің мысалға осы ұсынысы соңғы жолдауда 70-30% дегені. Бұл аз ба, көп пе? Мүмкін 50% қажет шығар. Бұл сөзсіз аз. Оның келісу керек. Ол дамыған демократиялық елдердегі жалпы жағдайға сай келмейді. Оның себебі не деген келетін болсақ, жалпы өзгерістерге қалай қарауға болады? Қандай да режим болмасын, кез келген режимде, кез келген жағдайда пайда табуға болады. Ең бастысы ол жағдайда қалай жұмыс жасайсың? Адал жұмыс жасайсың ба, әлде адал емес ниетте жұмыс жасайсың ба, соған байланысты. 70-30-пен де жұмыс жасауға болады, 50-50 де жұмыс жасауға болады, толық бостандықпен де жұмыс жасауға болады. 100% бақылаумен де жұмыс жасауға болады. Араб елдерін алайық, 100% бақылаумен жұмыс жасайды мәселен. Бірақ эффективті өмір сүреді. Экономикасы эффективті, пайдалы. Біздің жағдайға келетін болсақ, біз өкінішке орай бізде ондай тәжірибе болған жоқ. 30 жыл бойы көзіміз жауып келді, оны мойындау керекпіз. Сондықтан дәл қазір енді болып жатқан оқиғаларға қарап, бұл ең басты тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі кездесудің ескі кірпішпен жаңа Қазақстан құралымыз деген. Менің ойымша бұл бәрібір өтпелі кезең. Яғни билік оны түсініп отыр, толық 100%-ға өтіп кете алмайды, өтпелі кезеңге амал жоқ түсініп отыр. Яғни өзінің сөзі бар ғой, президенттің айтқан, болашақ президенттердің иелігіне қалдырып кетеміз деп, басқа өзгерістер. Ол мүмкін шынымен де қолынан қазір келіп отырған сол шығар. Шамасын келіп отырған. Иә, сондықтан барға қанағат тұтайық деп мен шақырып жатқан жоқпын қоғамда. Әрине, оған қанағат тұтпай, конструктивті түрде айту керек болашақта өзгерістерге. Егер осы берілген өзгерісті біз алып кете алмасақ, ары қарай тиімді пайдаланамыз. Иә, біз лайықты емеспіз, онда дамыған қоғамды мемлекет құру. Қалай ойлайсыз, Абай мырза, мысалы, құқық тұрғысынан, мысалы, ертең қазіргі күнде билік парламентте, мәжілісте басым ол Аманат партиясы, Нұр Отан партиясы, бұрынғы Нұр Отан партиясы. Басым көпшілігі солардың депутаттары. Ертең Ерлан мырза айтып отыр, егер яғни былай айтқан кезде ашық түрде ойын сценарийді көрсетіп отыр. Яғни ертең партия біраз адамдарға, яғни тізімнен алынатын біраз адамдарға мажоритарлы жүйемен түсулер деуі мүмкін. Ал мажоритарлы жүйеде біздің қалағанымыз партияның мүшесі емес, таза, осындай өзінің пікірін ашық білдіріп бере жатқан азаматтар түссе деген ниет болмыз. Тәуелсіз.
бұл қалай болады екен? Мысалға, сол партияның мүшесі болып тұрып, мажоритарлы жүйемен келіп, қайтадан депутат болса, сол бұрынғы парламент көз алдымызға келмейді ме? Жаңа басында постулатқа келер болса, қалай әрекет жасайсыз деп. Адал ма, әлде адал емес ниет ме? Адал емес ниет ол бұрынғы орынды бергісі келмейді. Яғни бұрынғы кірпіш сол күйінде қала берсем деген оймен болатын болса, яғни 30 жыл бойы құрған Нұр Отанның жас отанын алатын болсақ, бізде қазір үлкен алшақтық бар. Жастар, мен жастармен жұмыс жасаймын, жастар партиялардың бар екенін білмейді. Олар тек қана бір партияның бар екенін біледі. Кейбіреулер оның атын өзгергенін де білмеуі мүмкін. Қоғамда қандай пікір қалыптасты? Партиялар өзімен өзі жұмыс жасап жүрген сияқты. Яғни Қазақстан футбол сияқты өздерімен доп теуіп жүрген. Қоғам өз-өзін. Иә, қоғам және де жастар деп алатын болсақ, жастар енді 30-дан төмен қарай деп алатын болсақ, оларға партияның көмегін көріп отырған жоқ. Енді себепке келетін болсақ, неге? Егер әр партия өзінің жас қанатын қалыптастырса, сол жас қанат сол ескі кірпіш дүниемен жұмыс жасап. Оның ойлау қабілеті, оның сөйлеу қабілеті, оның қағаз жазу қабілеті барлығы ескі кірпіш дүние. Ең басты тез жол, мен ойымша, жаңа партияларға 70-30 болған күннің өзінде де бір адам жалданса әр партияға, француздық, американдық, ұлыбритандық, керек десеңіз польшалық партиялар қалай жұмыс жасайды, қоғаммен қалай жұмыс жасайды, жастармен қалай жұмыс жасайды. Егер сол бір адамды жалдап соған жалақысын тиісті беріп отырса, программасын көріп көрсетсе, тиісті ыңғайлы алатын болатын болса, жастарға шығуға болады. Алайда жастарға жастардың тілімен шығу керек бар. Яғни интернетті жауып тастаймын деген лозунгтермен шықсаңыз, жоқ, сізді жабылып қалады. Неге? Өйткені жастардың досы тек қана қазір интернет, партиялар емес, бұрынғы кеңес үкіметінің адамдары емес, басқаша айтсақ ескі кірпіш адамдар емес. Партия мәжіліс соны қолдады, сол заңды мысалы. Иә, бұл жарияланған демокративті өзгеріске тікелей қайшы келетін заң. Мен оны тікелей эфирде де айтқан болатынмын, осы эфирдің алдындағы айдостарым болса. Маған мүлдем түсініксіз ол кісінің алғашында демократ болып, кейіннен осындай антидемокративті заңды қабылдауға толығымен қолдап, өзінің ұсынуы маған мүлдем түсініксіз. Түсіндірейін. Мен сендер демократсыңдар ғой енді, қазір түсіндіруге тегін. Ереке, сен енді сөзін бөлмейшісің, мынау жүргізуші бар, мен де тәртіпті сақтап отырмын, аяғына дейін абайды тыңдайыншы, сосын барып саған сөз береді ол. Не деген осы аманаттық әдеті, бас аяғына сөз бөлу. Біз аяғына дейін біздің партияласқа бастаған сөз береді ол. Аяқтасын өзі ойынды. Ойды аяқтайтын болатын болсақ, партия өзінің бір ізділігін көрсету керек. Яғни партиялардың барлығы қазір қиын жағдайда, неліктен? Өйткені 30 жыл бойы партиялық жұмыс жасау моделі қалыптасқан жоқ бізге, демокративті модель қалыптасқан жоқ. Енді бізде үлкен өзгеріс болғаннан кейін демокративті жолға түстік дегеннен кейін партиялардың барлығында екінші үлкен қиындық түсіп тұр. Оларда тәжірибе жоқ, оларға енді демокративті жолға түсу керек. Яғни осы кезде ашық лозунгтармен немесе айталық ескі методикамен жұмыс жасау бұл қоғамды одан сайын алшақтатады. Дәл қазір біз жартылай болса да өзіміз әрбір партия өзгеру керек. Кем дегенде жартылай болса да өзінің методикасын, өзінің ойлау қабілетін, қоғамға шығу қабілетін. Сол кезде біз ашыламыз. Түсінікті. Жастар ашылады. Түсінікті. Ал сөзі аталды. Кезек менде болу керек. Сізге бірақ Вот, енді уже демократия айналып Мұхтар Мырза, егер әділ сайлау болса, әділ сайлау болса, Аманат партиясы жеңеді деп есептейсіз бе? Есептеймін. Бәсекеге қабілетті емес пе? Қабілетті емес. Толығымен жеңеді. Қанша процент алуы мүмкін? Егер әділ сайлау болатын болса, Аманат партиясы ешқандай биліктің қолдаусыз жұмыс істейді. 10% алады. Өйткені бәрібір халықтың көңілі Нұр Отанға бәрібір қалып отыр ғой. Қалай болса 30 жыл енді жарайды, енді жақсылық та болды деп мойындаймын, бірақ жамандығын да айту керек. Ол да Нұр Отан партиясының жұмысының нәтижесі ғой. Жемқорлық мысалы, соны емес пе? Ол бар ғой. Сондықтан мен, бірақ Ерболат, бұл жерде мен жауабым осы, бірақ біз неге президенттік сайлау туралы айтпаймыз? Ол туралы президент ештеңе айтқан жоқ. Бүгінгі таңда президенттікке баратын адам міндетті түрде 5 жыл
чиновник болу керек. Ол әділетті емес. Онда журналист бара алмайды, экономист бара алмайды, ғылым адам бара алмайды. Онда сол президенттік сайлау тек қана халқымыздың 1%-ға арналған болса, неге оны айтты? Әрі қарай осы аудандық, әсіресе жарайды облыстық әкімдерін айтпай-ақ қояйын, бірақ тым болмаса аудандық әкімдерін 24-ші жылы емес, қазір сайлауымыз керек. Нұр Отан партиясының көп мүшесі 24-ші деп айтты. 24-ші ешіне өзгеріс жоқ. Ал сол дәрі, сайлау жақсы екенін біліп отырмыз ғой, сол дәрі жақсы болса, біз не үшін сол дәріні қабылдау үшін 2 жыл күтуіміз керек? Ол дәрі пайдалы болса, онда бірден қазір енгізуіміз керек қой деп ойлаймын. Мына жерде сайлау маңызды да, бірақ санау да маңызды. Өйткені қазір бір ғана ойын қосып жіберейін. Сайлау цифрлық жүйемен өткізуіміз керек. Сонда ешкімді алдамайды. Кибербуллингке байланысты жауап берейін. Біздің әріптестеріміз Айдос Сарым, Закиева сондай ұсыныс енгізген. Бүгін мен жаңа бір площадкалардан көріп қалдым. Осы кибербуллингке қарсы заңды қолдаған петицияда 125 мың адамның қолы келді. Ол заң тек қана кибербуллингке ғана қатысты. Басқа әлеуметтік, саяси, қоғамдық процестерге мүлдем қатысы жоқ. Бұны осылай түсіну керек. Және бұны түсіндірген кезде өте сондай бір өтініш бар. Осыны айтып жүру керек. Бұл саяси процестерге, қоғамдық процестерге мүлдем қатысы жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, және Мұхтар өзіміздің замандасымыздың мынау Аманат партиясының жеңілетіндігі жөнінде айта кетейін. Бүгінгі таңда ертең сайлау болатын болса, енді партия дегеніміз ол тек қана бір адам, екі адам емес, партия дегеніміз үлкен структура, партиялық құрылыс деген бар. Бүгінгі таңда Аманат партиясының және структурасының барлығы сақадай сай тұр, және сонымен бірге біздің бағдарламамыз осы қоғамның сұранысына байланысты өзгеріп отырады, және де ауылда, аудандық деңгейде, облыстық деңгейде көптеген әлеуметтік, экономикалық проблемалар шешіліп келе жатыр. Сондықтан менің ойымша сайлау болатын болса, енді аз болған кезде 55%-ті Аманат партиясы жеңеді. Өйткені бұл жердегі мәселе ол партияның мынау халық азаматтарға берген жаңа уәдесінің орындалуы. Бүгінгі таңда бүкіл жаңағы сайлау бағдарламасын зерттеп шықсаңыздар, қазіргі таңда 80%-дан төмен жоқ. Яғни орындалып келе жатыр. Оны жергілікті жердегі халықтың барлығы түсінікті. Ерлан мырза, мынадай сұрақтар. Жалпы біз тарихтан білеміз, кезінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұңғыш қызы, үлкен қызы Дариға Назарбаеваның туған Рахатуллиевпен бірге марқұм Асар партиясы болған. Қазіргі мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин соның негізгі идеологы болған. Барлығымыз білеміз соны. Асар деп барлығы көпшілік жүрген болатын. Көп азаматтар. Тіпті қателеспесем Арман Шораев та сол неде болды, сол партияда жұмыс істеді. Кейін сол партияны белгілі бір күшке ие бола бастаған кезде Нұр Отан қосып алды, жұтып алды. Кәдімгі тартып алды былай. Тартып алды. Әрине біз кейбір ақпараттарды оқыдық, оған келіспеді, Дариға Нұрсұлтанқызы да келіспеді, оған көпшілікпен келіспеді, партияның мүшелері де келіспеген. Яғни сайлаушыларынан сұрамады, сыйламағандықтан. Соңғы уақытта біз көрдік, Адал партиясы өте бір белсенді жұмыс жасаған партияның бірі болды осы сайлаудың алдында, әсіресе әлеуметтік желіде Мақсат Толықбай бауырымыз бар, Олжас Ордабаев, Дәулеттен деген сияқты азаматтар. Басынан басталған кезде мен ойымда Адалда айтып отырсыз. Адал партиясын бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат партиясы тартып алды. Мен ойымды айтайын, сіз мен ойымды тиіспесеңіз өтініш. Жұтып алды, бірақ мынадай бір ол түсінікті болды да басынан бастап жұтатын. Неге? Себебі сайлау болды, бір сценарий сияқты көрінді. Кейін мына Нұр Отанның жанынан құрылған комиссия бар ғой. Сол
Нұр Отан партиясының жанынан құрылған комиссияда Адал партиясының саяси бюросының мүшелері, Адал жеке партия ғой, сол Нұр Отан жанынан құрылған комиссияға барып мүше болып жүрді. Мысалы Дәулеттені бар, Мақсат Толықбай бар. Осындай бір халықтың көңілімен, халықтың сенімімен ойнау, бір орысша айтқан кезде халыққа издевательство емес па? Бұл кекесін емес. Біріншіден Ерболат, біріншіден жаңағы партияны жұтып қойды, партияны тартып алды деген терминмен өте сақ болу керек. Енді басқаша қалай айтамыз? Мысалы, экономикада мынандай нәрсе бар. Мен ойымда айтайын, экономикада мынандай нәрсе бар. Келесі компания, мықты компания, келесі компания жұтып қояды, дұрыс па? Тыңдадық қой. Әрбір партияның вообще саяси процесс екі мәселеге бағынады. Норма және процедура. Одан басқа мүлдемге басқа сөздердің барлығында партияларда мүлдемге басқа ұғым жоқ. Егер нормасы мен процедурасына қарасаңыз, ана жерде мен Адал партиясының жаңағы мүшелерінің неге ондай инициатива жасағанын білмеймін, бірақ өздерінің еркімен, жаңағы өздерінің бюросын өткізіп, өздерінің съезін өткізіп, өздері кіріп жатыр. Бұл жаңағы біздің еліміздегі заңдарға, сонымен бірге ең негізгісі норма мен процедураға сәйкес келеді. Нағыз демократия деген осы ғой. Мәселе осында. Демократия дегеніміз ол норма мен процедура. Ал онан кейін қандай неліктен ол шешім қабылдады? Ол жағын біз білмейміз. Өйткені жасанды партия болды да алдын ала. Енді ол жаңа олигархтардың партиясы солай ма? Құлыбаевтың партиясы деп айту керек қой. Сондықтан ал олардың неге кіріп жатқанын, оны мен қазір сіздерге олар үшін жауап бере алмаймын. Сіз таңғалдыңыз өзіңіз, иә? Ол үшін мен сіздерге жауап бере айтпақшы, сол партия жерді жекеге сатуға дайын болды ғой, айтпақшы. Иә. Естеріңізде болса. Мен былтыр оны жазғанмын. Алмазбек Садырбаев бар айтпақшы. Иә, әлбетте. Адал партия жерді сатуға, жеке меншікке сатуға дайын болды. Мұхтар мырза, сіз партия құрайын деп жатырсыз. Ел қорғаны, жер қорғаны. Не үшін партия құрып жатырсыз мысалға? Сізде аманатқа, мысалы, бір жыл бұрын Ерлан мырза, егер мақсатыңыз депутат болу болса, мысалы, қазір сайлауға қатысасыз алдағы уақытта. Ерлан мырза сияқты, мысалы, бір жыл бұрын партия мүшесі болдым деп отыр ғой, партияның мүшесі болып, депутат бола салуға болушы еді. Немесе екінші бір сұрақ, мысалы, вот дәл осы жер қорған партиясы ертең Адал партиясының кейпін кимейді ма? Яғни аманат партиясына қосылып кетуі мүмкін ба? Біздің партиямыз ба? Онда мен неге осы жылдар бойы Нұр Отанға кіріп кетпедім ендеше? Сол емес пе? Неге бір жылы бір кабинетке отыра алмадым? Не үшін партия? Менің достарым да, таныстарым да, туыстарым да бар ғой ана. Құлыбаевтың қасында жүрген туыстарым бар керек болса, дұрыс па? Мүмкіндігім болды ғой сондай. Онда мен баяғыдан бері ана жерде бір отырушы едім. Сондықтан біздің партиямыз адал болады халыққа. Біріншіден, екіншіден қандай қажеттілік туындады дегенде партия құруға? Мысалы, мажоритарлық системамен де депутат болуға болады. Өте орынды сұрақ. Мен осы 5-6 жыл мына жұмысшы топтарға барып, кірісіп, жұмыс істеп жүрдім ғой. Мен түсіндім. Үгіт насихат, түсіндіру, ол бәрі энергия көп кетеді, ал бірақ та нәтиже шамалы. Сол үшін біз билікке келуіміз керек. Ерекең ренжімесін, біз Аманаттың партияның орнына біз отыруымыз керек деп есептеймін. Маманы білім жағынан, тәжірибе жағынан ешқандай кемшіліктеріміз жоқ. Халыққа адал болдық осы жылдары. Сен мені бір 12 жылдай танып жүрсің, дұрыс па? Менің көз қарасым сол қалпыда. Ешқашан өзгерген жоқ. Айтпақшы, мына осы соңғы сайлауға, былтырғы сайлауға, Нұр Отаннан қатысуға маған да ұсыныс тасталынды. Тасталынды ма? Тасталынды. Мен қоғамдық сенім кеңесінің мүше болдық қой бірге. Маған да мұндай ұсыныс тасталынды. 2 жыл бұрын. Қыстың ақпан айында. Мен де мына депутаттыққа баруға мүмкіндігім болды. Бұрыннан да болды керек болса. Бірақ мен барған жоқпын, өйткені менің көз қарасыма, принциптеріме сай емес. Ол бір. Екіншіден, бұл партиядан менің әкем бас тартты ғой. Менің әкем бас тартқан партияға мен қалай барам? Ойлаңыздаршы. Дұрыс па? Аты ауысты ғой.
Енді аты ауысты. Аты ауысты. Жаңа Қазақстан. Мен айтып отыр Ерлан мырза. Ауысты отыр толығымен. Енді жігіттер Ерболат ауысқан жоқ қой. түсіндім мен. Жоқ, біз мысалы Тоқаев мырза, мен сіздің әлі түсіне алмай тұрмын да, не үшін партия құрып жатқаныңызды түсіне алмай тұрмын да. Өйткені біз билікке, не үшін? Партия не үшін құрылады? Билікке келу үшін. Билікті қолына алу үшін ғой. Иә. Сол үшін партиялар бір-бірімен жарысқа шығады ғой. Қаражатыңыз бар ма? Себебі партияға үлкен қаражат керек. Қайдан білесің үлкен қаражат керек деп? Оны кішкентай ғана оңай құрыла салады ма әлде қалай? Мысалға, мен саған айтайын. Мысалы біз көп партиялардың білеміз, бюджеті өте үлкен. Кәдімгідей тіпті ол астында мысалы медиалар бар да. Жоқ, Аманат партиясының бюджеті үлкен. Бюджеттен де алып отыр ғой, миллиардтап. Ақ жол да сондай, иә. Бірақ бұл жерде ең басты бұл жерде ақша емес. Ең басты бұл жерде идея және халықтың сенімі. Бүгінгі таңда Құдайға шүкір, мына цифрлық технологиямен пайдалануға болады. Фейсбугымыз бар, ютубымыз бар, инстаграмымыз бар. Халыққа өз ойынды жеткізу үшін қазір газетті ұстау қажеті жоқ. Дұрыс па? Мына тегін ғой ақпарат. Мен ақшасыз деп айтуға болады, жиынды өткіздім. Барып тұрам, бензин кетеді әрі кетсе. Дұрыс па? Жұмыс жасауға кезінде Әміржан Қосанов та солай істеді. Қалың қаражатсыз да жұмысты атқаруға болады бүгінгі таңда. Болады. Ал кейін мысалы значокты шығару, тағы бірдеңе шығару керек болса, ол көп ақша кетпейді. Мына блокнот немесе тағы бірдеңе шығару үшін көп ақша кетпейді. Біздің партиямыз ешбір олигархқа тәуелді болмайды. Оны мен ашық айта аламын. Ешбір олигархқа біз тәуелді болмаймыз. Біз тек қана осы халықтың сенімімен көңілінен шығуымыз керек та. Халыққа не керек, біз соны жасауымыз керек. Жаңа партиялардың мысалға қазіргі таңда сіз айттыңыз ғой, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Абай мырза, біздегі партиялардың көбісі өзінің бір нақты постулаттары жоқ, түсініксіз ойындар көрсетеді, сценарийлар түсініксіз деп. Қандай партиялар келу керек бізге? Қоғамға қандай партиялар қажет? Тіпті сіз айттыңыз, қандай партия құрылса да танымайды оны дедіңіз да. Тіпті Нұр Отанның, Аманаттың өзін танымау мүмкін дедіңіз да, жастардың өзі. Қандай партиялар қоғамға керек қазіргі таңда? Қандай партиялар келу керек? Немесе біз жаңағы партияларды екінші орынға кетіріп, себебі бір минусы мен айтайын деген партияның мүшесі болып отырған адам, ол бәрібір де партияның саяси бюро кеңесімен санасады, ақылдасады. Ол пікірін айтатын кезде жеке өзі айту өте қиын. Оны партияның пікірі деп қабылдайды. Дұрыс па, Ерлан мырза? Сіздің кез келген пікіріңізді Ерлан Саировтың емес, Аманат партиясының мүшесі ретінде қабылдайды. Бір жағынан. Бір жағынан. Сіздің ойыңызша қалай? Осы жерде шынымен де бізге партиялық системаны азайту керек емес па? Менің ойымша, біріншіден партияға билікпен ешқандай қатысы болмаған адамдар келу керек. Президент партиядан бас тартты. Ең бір керемет қадам бірі. Квази секторда да, немесе мемлекеттік секторда да жұмыс жасамаған адамдар болу керек. Біріншіден. Екіншіден, ол адамдар шын ниетімен ол партияны құру керек. Ол бизнесмен, ол жүргізуші, ол әнші, ол оқытушы, ол ғалым, ол спортшы. Барлығының идеялары бір, ешқандай да бір жаңағы бірақ мақсат болу керек. Мемлекеттік қызметте істеген болмау керек, сонда? Бұрынғы партиялар сияқты мен мүлдем жұмыс жасамаймын деген идеямен келсе, ол қолдауға ие болады, менің ойымша. Біздің партиямыз туралы айтып отыр ғой. Егер сіз айтып жатқан жаңа құр лозунгке айналып кетпейді ма деген сияқты болатын болсақ, мәселен Қырғызстандағы сайлаудағылар, немесе Украинадағы сайлаулар көрсеткендей, оларда 100-ден асып кетті партиялар. 200-ден асып кетті. Оны біз қайталауымыз мүмкін, сөзсіз. Бірақ оны қайталамай біз оның дұрыс емес екенін қайдан білеміз? Сөзсіз даму барысында біз одан өту керекпіз. Мына жерде мынандай мәселе бар. Біріншіден саяси дәстүр деген бар. Екіншіден осы біздің елімізде осы 30 жылдың ішінде жаман жақсы болсын, белгілі бір осы партиялық жүйе және сол белгілі бір партиялық институттар қазірдің өзінде жұмыс істеп жатыр. Міне осы партиялық институттардың ішінде жүйелі түрде сонымен бірге бүкіл жаңағы мынау әлеуметтік топтардың барлығымен бүгін жұмыс істеп отырған ол Аманат партиясы.
оны сіздер қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма? Бүгінгі таңда ауылдық, аудандық деңгейде сол Аманат партиясының жаңа кеңестері жұмыс істеп, сол жердегі қарапайым халықтың әлеуметтік мәселесін шешіп жатыр. Сол жерде аудандық деңгейде кімнің қолдауымен? Көп балалы аналардың жаңағы үй мәселесін шешіп жатыр. Оны біз өзіміз көріп жүрміз бар. Сонымен бірге ауылдық, аудандық деңгейде инфрақұрылым, интернет мәселесінің барлығы осы партияның жаңағы ат салысуымен шешіледі. Сондықтан мынау белгілі бір бірақ биліктің қолдауымен ғой, Ерлан мырза, иә? Саяси память деген бар. Осы саяси память бәрібір жұмыс істейді. Әрине, мен өзім азамат ретінде, жаңағы енді мынау депутат ретінде саяси плюрализмнің қажет екендігін түсінемін, және ол қажет. Біз мысалы үшін өзіміздің әріптестеріммен жер мәселесі бойынша, басқа мәселе бойынша бірге жұмыс істейміз. Сонымен бірге осы азаматтардың саяси процеске араласуы қажет, өйткені бұл біздің еліміздегі жалпы саяси жүйені тұрақтылық қалып келеді. Ол мүмкін жаңағы күрделі болуы мүмкін, бірақ тұрақты болады. Бірақ бұл мәселе осы ашылған партиялар автоматты түрде жаңағы халықтың симпатиясын алады деген мәселе емес. Ол үшін күресу керек. Мен жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін. Өйткені енді біздің замандастарымыз, біздің достарымыз. Бірақ әлі қоғамның сеніміне емес деп отырсыз ба? Ертең ол төреші, бірақ төреші бар. Ол халық. Сайлаудан өтіп, сол жерден дауыс алып, егер өткен кезде біз құттықтаймыз. Онымен келісемін. Ең басты төреші ол халық. Бірақ мен айтайын, сайлау әділетті болмаса, мен халықты көшеге шақырамын. Әрине. Сайлау әділетті болу керек, адал болу керек. Ол енді әрбір азаматтың. Егер мысалы тағы да мына шарик-марик болатын болса, біз онымен келіспейміз. Адал болу керек. Президент сайлау кезіндегідей, иә? Әлбетте. Әміржан Қосанов бірақ көшеге шықпады. Міне, сіз не істейсіз? Егер әділетсіз сайлау болатын болса. Әділетсіз болса, мен онымен келіспеймін, мен халықты көшеге шақырамын. Мұхтар, кешірім өтінемін, ол ұрлау ғой. Ол бір, қазір мен тағы да бір. Ерекең дұрыс айтып жатыр, иә. Но бірақ та ол шындықтың жартысы ғой. Мысалы, ең ірі жемқорлықтар Нұр Отанның мүшелері болды. Аманат партиясын деп айтыңыз қазір. Аманат, иә. Ең ірі латифундистер. Нұр Отанның мүшелері. Аманат партиясы. Аманат партиясы. Енді солай ғой. Ең ірі қылмыскерлер қазіргі таңда қамауға алған. Аманат партия мүшелері. Дұрыс па? Рас қой. Енді жартысы да ол шындық, бірақ шындықтың жартысы ғана басқа бір жартысын да айту керек қой. Сол емес пе? Ал енді ары қарай айтайық. Мен сұрақ қойсам. Мен мағында сөз беріңдер енді сендер. Жоқ, Мұхтар мырза, бір сұрақ. Мен модератор. Жүргізуші сұрақ қойса, сосын барып ерекеңе сөз берейік, иә. Кезек. Мәжілісте бұл кісіден басқа ешкім сөйлемейтін сияқты ғой. Қалжың әрине. Қараңыз, Мұхтар мырза, жаңа Ерлан мырза айтып қалды да, барлық жерде Аманат партиясы үлкен істер атқарып жатыр деп та. Бұл таза бәсекелестіктің арқасында ма? Жоқ, әлде саяси монополизм болуы. Биліктің арқасында, биліктің қолдауының арқасында. Әлбетте, ол мемлекеттің ақшасымен, мысалы, жолдар, ауруханалар, мектептер, ол Нұр Отан Аманат партиясының ақшасы емес, ол мемлекеттің бәріміздің салық төлеушілердің шикізаттың. Солай емес пе? Иә. Енді қараңыз. Енді президент партиядан бас тарттым деп жатыр. Иә, айтты. Тіпті партиядан шығады, және төрағалықтан да бас тартады. Иә. Қазір енді ана кезінде Жас Отанда жұмыс істеген, жастар саясатын басқарған, пацандар партиясы деп жатыр ғой. Яғни сол басшы болып қала беретін сияқты. Енді менде сұрақ. Әкімдер, сіз айтпақшы, барлығы шығады, министрлер шығады. Шығу керек деп айтты. Осының барлығы осыдан кейін шынымен де Ерлан мырза айтқандай 55%-ды жинау мүмкін бе? Енді мен өз пікірімді айтып кеттім ғой. Менің ойымша Аманат партиясы осындай қолдаудан айырылса деймін. 10% алады да, 10% алады, менің ойымша. Енді 0 емес, бірақ 10% алады деп ойлаймын. Енді маған сөз бересіңдер. Әрине. Мынау жаңа саяси модель, жаңа саяси мәдениет қалыптасып жатыр ғой. Енді президент өзі айтты, мен партиядан шығамын. Және осы әкімдердің барлығы партиядан шығу керек деп. Енді ол бізге... Негізі 2 ай ғой дейм, андай заң бойынша бар. Беймәлім енді. Алдыда 1-2 съезд бар осы партияның. Қазіргі таңда менің объективті, менің өзімнің региондарға барып жүрген кезде, менің өзімнің картинам бар. Бүгінгі тағда
мынау осы аманат партиясына қатысты. Енді Мұхтарда жаңағы адамдармен кезігеді ғой, біз де адамдармен кезігеміз. Олар Ерлан Сайыровты больше сыйлайтын сияқты. Және біз кезіккен кезде тұлға ретінде. Жоқ, енді бәрібір біз Нұр Отан партиясының атынан барамыз ғой. Аманат қателеспесек. Аманат партиясының, иә. Міне сол барған кезде бүкіл жаңағы азаматтардың барлығы, олар бізге сенім артып, кәдімгі өздерінің проблемаларын айтады, және де сол проблемалардың барлығын біз кәдімгіше шешеміз. Бұл тек қана жаңа Шығыс Қазақстан облысы емес, бүкіл Қазақстанның жалпы территориясында қазір осындай жұмыстар жүріп жатыр. Ертең Аманат партиясы мынау саяси аренада жаңағы қалған кезде, оның ішіндегі структурасы, оның ішіндегі активистері, оның ішіндегі жақтастары, олардың барлығы қазір отыр, олардың барлығы жұмыс істеп жатыр. Сондықтан біз өзіміздің 50%-дан артық дауыс алатынымызға қазіргі таңда біз сенімдіміз. Ол ешқандай әкімшіліксіз, әкімшілік ресурссыз. Ешқандай әкімшілік ресурстың қазіргі таңда ешқандай қажеті жоқ. Бүгін сайлау болатын болса, біз әрине, міне Мұхтар бар, Азаматхан қазір шығып жүр партия, экологиялық партия құрамын деп. Бірнеше жыл болды ғой. Мен мысалы үшін өзім всеми фибрами души осы жігіттердің саясатқа араласқанын қалаймын. Өйткені бұл жігіттер, біз өзіміз бір поколение. Екіншіден көтеріп жүрген жаңағы мәселелердің барлығы мемлекеттің мүддесіне сәйкес келеді. Бірақ партия ретінде әрине біз күресеміз. Онан кейін біз парламентке, жергілікті жерлерге өзіміздің депутаттарымызды ұсынатын боламыз. Және қазірдің өзінде біздің қалай жұмыс істейтініміздің тактикамыз бен стратегиямыз бар. Келісесіз бе? Бұл жерде былай ғой, мысалы жағымпаздықты, жағымпаздық ол кәдімгі осы Аманат партиясының бір дәстүрге айналып кетті. Кім? Мысалы үшін кім? Кім жағымпаз дейді? Енді жағымпаздар көп қой, ана Атырауда әкімнің орынбасары бір танымал. Ол енді бұрынғы Нұр Отан партиясының. Бұрынғы, бірақ бәрі сол ғой партия. Бұрынғы Нұр Отан партиясының. Қазіргі Аманат партиясы қазіргі, иә? Бұрынғы деп отыр. Мысалы ана. Бірақ мынандай нәрсе болмау керек та, менің ойымша. Сен қазіргі партияның, маңызды емес, сен сол партияның мүшесі бола отырып, өткен нәрсеге жауапкершіліктен қашу деген болмайды да. Біріншіден, және де. Ол бұрынғы дей бересіз. Иә, бұрынғы, онда сіздер ашық айтуыңыз керек. Ана 20-шы съезд болды ғой, ана Совет одағының кезінде, иә. Онда былай, біз осыған бұдан бұрын болған нәрселерді түгел қаламаймыз, құптамаймыз, мысалы, иә. Мұхтар. Мен айтып берейінші. Мысалы, Еуразиялық одағына кіру, ол Нұр Отан Аманат партиясының тірлігі болды ғой. Дұрыс па? Онда сіздер айтуыңыз керек. Біз қаламаймыз, біз мынаны бәрін сыпырып тастаймыз, құптамаймыз, жаңадан бастаймыз деп айтуларыңыз керек деп ойлаймын да. Онда мейлі. Бірақ сіздер ондай жасамайсыздар ғой. Және сонымен қатар маған жауап беруге рұқсат па? Бәрібір қазір аяғынан айтып берейінші. Бәрібір ана Нұрсұлтан Назарбаев тарихи тұлға деп айтып отырсыздар. Қошанов мырза айтты ғой. Мысалы ана ел басы туралы заңды өшіріп тастамайсыздар. Неге деп журналистер сұрақ қояды ғой Қошановқа. Қошанов айтады, ол тарихи тұлға. Жарайды, Кеннеди, Черчилль, басқаларда тарихи тұлғалар болды ғой. Олар туралы арнайы заң жоқ қой. Жоқ, президент туралы заң бар. Жоқ, оларда да президент туралы заң бар, конституция тұрудан қорғайды. Но бұл жерде именно осы отбасы туралы ғой, нақты Назарбаевтар жауапкершілікке тартылмайды деген заң ғой. Сонда сол бұяқ қана отбасы заңның жоғары тұрады да. Ой, болмайды ғой. Онда сіздер айтуларыңыз керек. Біз бұл заңды қазір өшіріп тастаймыз. Заңның алдында барлық Қазақстандағы отбасылар заңның алдында тең болады. Сонда мен құптар едім, міне. Және бір момент қоса кеткелі, Ерлан мырза. Мен жауап берейін ғой, ұқсат келесіңдер ме? Әрине, бір минут сізге ойыңызға. Сіз мысалы айтып отырсыз ғой, мысалы жаңағы Хаменова ғой айтып отырғандарыңыз. Сол кісі ол бұрынғы Нұр Отанның деп отырсыз да.
егер біз жамандықтың барлығын бұрынғы Нұр Отан тірлігі десек, онда жақсылықты да бұрынғы Нұр Отан тірлігі деуіміз керек. Бұрынғы жақсылықтарды да. Және оны мысалы ол қазіргі аманаттың түгелімен ол бұрынғы жақсылықтардың барлығы мына делимитация басқа бүкілі солай деп айтуларың керек. Енді мен жауап бере алсам ба? Әрине. Біріншіден эволюциялық өзгерістер болады. Эволюциялық. Біз мынау 30 жылдық бүкіл жаңағы тарихымыздың барлығын саяси тарих оның ішінде. Қазір біз ешқайда лақтырып тастай алмаймыз. Оның ішінде өздеріңіз айтқандай жақсылық та болды, жамандық та болды. Дұрыс қой. Мысалы үшін елбасының мынау границаны нетін біз қазір тарихтан өшіріп тастай алмаймыз. Онан кейін мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен 92 жылдан бастап, 91 жылдан бастап осы армиядан келгеннен кейін мемлекеттік қызметте болдыңыз ғой? Жоқ, мүлдем. Мен мемлекеттік қызметте 2-3 жыл болдым, 4 жыл одан көп болған жоқпын. Мен сол кезден бастап мына қоғамдық жұмысқа араласа бастадық. Сол кезде Азат деген қозғалыс болған. Мен Шығыс Қазақстанның Азат қозғалысының төрағасы болдым. Шығыс Қазақстанның. Сол кезде мынау жаңағы әртүрлі әсіресе ресми газеттерде Қазақстан ешқашан мынау унитарлы мемлекет бола алмайды. Мемлекет болуға қабілеттілігі жоқ. Өйткені Қазақстанның бүкіл облыс орталықтарының барлығы шетінде орналасқан. Және мынау астанасының өзі Қазақстан шетінде орналасқан деген материалдарды ресми газеттер шығаратын. Мен сол кезде таңғалып өзім соларға хат жазатынмын. Какое вы имеете право? Сол кезде мысалы үшін казахстанское правда болды. Мен сол әлі есімде. По-моему, Михайлов деген бір редактор болған. Михайлов. Какое вы имеете право подвергать сомнению деп мен ана жақтан хат жіберетінмін. Сонан кейін бір 2 жылдан кейін мысалы үшін осы Астананы сол кездегі Ақмола қаласына көшіру жөніндегі идея пайда болды. Бұл біздің елімізді кәдімгі геосаяси тұрғыдан қорғап қалды. Біз оны есімізде сақтауымыз керек. Сол жаңағы Астанаға шешім, мынау көшіру жөніндегі шешім қабылданғаннан кейін, міне Қазақстан мемлекет болуға қабілетсіз деген жаңағы материалдар тоқтады. Мәселе осында. Сонымен бірге елбасының жаңа қателіктері де бар. Оны неге біз айтпаймыз? Жаңа оның бәрін Мұхтар айтып кетті ғой. Енді семьясына ие бола алмай қалды мысалы үшін. Одан кейін жаңағы қазір әртүрлі активтер туралы мысалы үшін айтып жатыр. Біз мынау тарихтың жақсы жағында, жаман жағында айтып отыруымыз керек. Бірақ ол кісі осы біздің мемлекетіміздің жаңағы мынау нық басуына өзінің үлесі болған. Ал енді саяси тұлғаларға келген кезде біз комплексті жақсы жағында, жаман жағында айтып отыруымыз керек. Ал енді жаңағы біз мысалы үшін айтып жатырмыз ғой, қазір Мұхтар айтып кетті оны. Қандай қадамдар жасалып жатқан. Енді қазір коррупцияға қарсы күрес мысалы үшін. Онан кейін мынау елімізді демократизациялау. Осының барлығын қазір сол президент Аманат партиясының төрағасы деп жатыр. Және сонымен бірге жаңағы сондай коррупциялық фактілерге күресуді мысалы үшін фракция ретінде біз айтып жатырмыз. Мен бір сұрақты қояйыншы осы. Міне. Бар ғой. Ереке, от қара. Астана осы қаланың, астанамыз енді. Астанамыздың атауын қайта Астана немесе Ақмола неге қоймасқа? Онда Тоқаев өзінің шешіміне өзі қарсы шыға ма? Неге шықсын, несі бар? Неге әуежайдың атауын өзгертпеске? Неге мына Алматыдағы Фурманов, Назарбаев деген көшенің атауын өзгертпеске? Ол бәрі осы жеке тұлғаға бағыну деген саясат емес пе? Ол бәрімізді кемсіту емес пе ол? Не үшін осы Назарбаев мектеп, Назарбаев университет, қала Назарбаев, әр қалада Назарбаев көшелер не керек ол бұндай жағымпаздық осы? Менің ойымша, дәл осы мәселе қазір сол кісінің өзі де ойланып жүрген шығар. Қазіргі таңда елбасының өзі де ойланып жүрген дейсіз ба? Өте көп болып кеткен. Шынын айту керек. Өзі бірнеше рет қарсы да болды ғой. Сондықтан мен бұл жеке ойым. Бірақ ол кісінің қарсылығына қарамастан. Менің өзімнің жеке ойым, бұл жаңағы атаулардың бәрін өзгерту. Ол жақсы. Мінекей. Бұл сіздің жеке ойыңыз, партияның ойы емес. Бұл мен жеке ойым. Жақсы болды. Ал енді ол өзгерту менің ойымша не береді ол бізге өзгертсек? Сол кісілердің өздерінің мүддесіне де сәйкес келеді.
өздерінің мүддесіне сәйкес келеді. Мәселе осында. Жоқ, мысалы атты қою, жалпы аттарды өзгерту не беру мүмкін? Енді қазір жоқ, енді мен айтып берейін не беру. Қоғамда белгілі бір травма бар ғой. Соны қазір орнына келтіру керек. Енді шын айту керек, мынау аяққа бір 5-10 жылдың ішінде көп болып кетті ол. Оны біз шын айту керек. Түсінікті. Мысалы қараңызшы, мынадай бір сұрақ. Біз жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз. Бізде ескі Қазақстанда Евразес, кезіндегі Мұхтар Тайжанның қарсы шыққан кедендік одақ, тағы да сол сияқты заттарға біз басыбайлы кіріп кеттік. Қалай ойлайсыз, жаңа Қазақстанда бір осыған бір шығу процесі? Себебі мен бұны не үшін айтып отырмын? Бізде қазір геосаяси ойындар өзгеріп жатыр. Ахуал өте үлкен өзгеріп жатыр. Оны мен ойымша биліктің өзі де біліп отыр. Өзі де байқап отыр. Өйткені кеше ғана президент әкімшілігінің бірінші орынбасары Тимур Сүлейменовтің берген сұхбатына кеше шықты ғой. Мына Европалық одаққа қатысты сұхбатында сол жерде сәуірдің кеше шықты. Әзілі болмасын. Әзіл емес, ол кеше шықты. Және өзі менің естуімше дәл осы биліктегі таза адамдардың бірі, сонымен қатар кезіндегі мына Ізберге қатысты шешімде апының ішіндегі қарсы шыққан адамның бірі мысалға кезінде. Енді мен ойымды аяқтайын. Мынаны қараңызшы, соның өзі айтты, біз ойланамыз. Яғни бізге онымен бірге болу керек па, болмау керек па, оның өз сұрақтар бар деген сияқты. Яғни осындай бір пікірлерді білдірді. Осылай қабылдауымыз керек пікірін, егер біз оны таратып айтатын болсақ. Қалай ойлайсыз? Жаңа Қазақстанда біз осындай қадамдарды жасауымыз мүмкін ба? Себебі бізге ертең батыс болсын, Еуропалық одақ болсын, бізбен бірге жұмыс істескің келсе, онда сен Евразестен шық деп талап қою мүмкін, кедендік одақтан шық деп талап қою мүмкін. Қазір біз мысалға Транскаспийский бойынша жеке кеше ғана Тенгринюста шықты, ресейсіз жеке қадамдар жасайық деп жатырмыз мысалда. Өзбекстанда сауда қарым-қатынастар бойынша жеке қадамдар жасап жатырмыз. Қандай зиян алып келуі мүмкін? Қандай плюс алып келуі мүмкін? Және бұған қатысты сіз халықаралық құқық маманы ретінде Ресейдің ойы қандай болуы мүмкін? Сұрақ өте тереңде жатыр. Тарихи, экономикалық, құқықтық жауаптары бар. Бірінші оны неден бастағым келіп тұр? Жалпы халықтың менталитетінен, жалпы адамға, хомо сапиенске тән бір қасиеттермен. Біріншіден, адамға қарны аша бастаса, адам ашулана бастайды. Біздің қалтамыздан ақша кете бастаса, біз ашулана бастаймыз. Билікке қарсы шыға бастаймыз. Сөз айтамыз, сөзге көнбесе көшеге шығады, оны біз көрдік. Осы кезде мен айтқым келіп отырғаны, бұл маңызды емес, қандай саясатпен біз ЕАЭС-қа кірдік, қандай саясатпен біз шығуымыз мүмкін. Ең бастысы, біздің өзіміздің ерекшелігіміз, біз көшпенділік бізде қанымызда бар. Біздің мемлекетіміз көшпенділікпен құрылған, біздің мемлекетіміз мойынсұнбаумен құрылған. Шайбанидтерден бөлініп, Өзбек хандығынан. Керемет Жәнібек бөлек алып шыққан. Бізді ұстап тұру мүмкін емес. Біз ары-бері жүреміз. Біз талап етеміз. Біздің ерекшелігіміз осыда. Енді экономикалық себеп ұра бастаған кезде мемлекеттік бюджетқа. Мемлекеттік бюджетті мұнайдың ақшасының қазір қайда екенін білмейді мемлекет. Оны шын айту керек. Парламентке де жауапты емес, мұнайдағылар, есеп комитетіне де жауапты емес. Білмейміз. Сіздер сұратасыздар ма? Осы кезде билікке қанды қаңтардан шыққан билікке халық сұрап отырса, ақшам қайда менің деп, билік не істейді? Амал жоқ. Билік амал жоқ, экономикалық себептермен өзінің досын, бұрынғыдай дос болып келген, енді одан алшақтай бастайды. Яғни мен Ресейде айтып отырмын, Мәскеуде. Экономикалық себептермен біз алшақтаймыз. Тек қана жаңағы менталитеттік себептермен емес. Шығуымыз мүмкінге деген келетін болсақ, кеше Арман Шораев айтты, біз уақытша тоқтата тұруымыз мүмкін деп отыр. Онда тұрған ештеме жоқ. Бұл ең бастысы біз қазір Қазақстандық билік күтіп отыр. Қаншалықты бізге аю өзінің тісін көрсетеді. Тісін көрсеткен замат сол моментте біз шығып кетуіміз мүмкін ЕАЭС-тен. Егер ол тісін көрсетпей бізбен келіссе, біз сіздер... Яғни барлығымен ойнай беріңдер. Ойнай беріңдер деп келіссе, әрине бұл жерде басқа да ойыншылар бар екенін ұмытпау керек. Қытай бар, Түркия, Еуропалық одақ деген сияқты. Соның барлығының келісімінің негізінде бізге бір нейтралдық статусқа келіссе, бізге қала беруге болады. Егер оған келіспей шынымен де тісін бір көрсетсе, біздің билік қазір шығып кетуге дайын отыр. Неліктен десеңіз, мен қарап отырған бұқаралық ақпарат құралдарында бұл соңғы аптада өте көп айтылып келе жатыр. ЕАЭС-тен шығу туралы.
Бұның себебі бар негізі. Бұның себебі шынымен де талқыланып жатыр. Бұл үлкен месседж Москваға. Біз шығамыз, сіздер бізге олай қыспаққа ала бермеңіздер. Мұнда себеп көп. Менталитет, тарихи, экономикалық, құқықтық та себеп бар. Егер сіз өзіңіздің туысқаныңызға шабуыл жасасаңыз, бізге сөзсіз жасай саласыз. Бізге тұрған таңдау жоқ. Сондықтан осындай себептермен біз әрине шыға аламыз. Ары қарай не істейміз де, ары қарай әрине модельдер бар. Егер модельдер керек болса айтып берейін. Әрине. Мен күте тұрайын әрине. Сіз ұрсып сөз аласыз, қайта ашыламай. Ерлан мырза, сіз қолдайсыз. Бұрышқа отырғызып қойдыңдар. Мен емес ол. Мұхтар мырза. Шетке отырғыздық қой. Сізді шетке отырғызған бұл. Содан кейін шоуым сөйлей бересіңдерге. Мен сізді төрге отырғыздым. Мұхтар мырза сізді шетке отырғызды. Ал енді жер қорғаны. Жоқ, енді Мұхтар екеуміз келісеміз. Ал енді жаңағы осы мәселе бойынша айта кетейін. Енді мынау билікке әсіресе көп адамдар айтады ғой, осы ренішін айтады. Неге мынау Евразиялық одаққа кірді деп. Саясаткерлердің, онымен барлық келісетін шығар. Саясаткер айтуым керек, оны айтпаса болмайды. Саясаткерлердің ең негізгі миссиясы мемлекеттің ішіндегі халықтың бейбіт өмір сүруін қамтамасыз ету керек. Бұл ең негізгі мәселе. Яғни сол жердегі біздің туған туыстарымыз, біздің бауырларымыздың ашық аспаны және азаматтардың бейбіт өмірі. Міне осы 30 жылдың ішінде мынау Евразиялық одаққа кіру Қазақстанға бейбіт өмірді алып келді. Айдостарым да дәл осылай айтты. Енді қазір геосаяси жағдай өзгеріп кетті. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Ресейге жасалған санкциялар вторичный санкция деген бар. Ол өте қиын нәрсе. Бізге келеді. Иә, вторичный санкция бізге келеді міндетті түрде. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстан өзінің экономикалық мүдделерін қорғау керек. Оны қазірдің өзінде өкімет оны істеп жатыр. Енді не істеу керек? Шығу керек па? Ең негізгісі мынау қазірдің өзінде мұнайдың жаңағы маршруттарының өзі қазір ақырындап өзгеріп жатыр. 97% бізде Ресей арқылы өтеді екен. Бұл сұмдық қой негізі. Жоқ, мәселе мынада ғой. Одан басқа альтернатива болмады ғой. Неге болмады? Баку-Джейхан арқылы жіберуге болады. Иран арқылы жіберуге болады. Қазір міне сол жаңа бағыттардың барлығы қазір уже қарастырылып жатыр. Енді ол 20 жыл бұрын қарастыру керек еді. Дұрыс айтасың. Қазір емес. Дұрыс айтасың. Оны мен осы жақында өзім де оны жаздым. Мына өкімет бұрыннан бері қайда қарап отырғандар. Енді қазір егер де осындай жағдай жаңағы ары қарай жалғаса беретін болса, онда біз осындай өзімізге мемлекеттік мүдделерімізге сәйкес шешім қабылдауымыз керек. Мысалы ашық түрде айтыңыз. Қазір мысалы үшін қазір Ресейдің өзі кейбір тауарларына Қазақстанға кіруге жаңағы шектеу қойып жатыр. Тосқауыл қойып жатыр ғой. Қазір Қазақстанда сондай тосқауылдар қойып жатыр. Енді жаңағы біздің бауырымыз айтып кетті, егер осындай геосаяси шиеленістер ары қарай жалғаса беретін болса, онда бізге шығуға тура келеді. Онда Евразиялық одақты тоқтата тұру жөніндегі мәселе қойылады. Тоқтата тұру деген қалай? Біз шығуымыз керек қой, олармен жұмыс істеуді тоқтатуымыз керек. Кедендік одақтан да. Ең негізгісі қазір біз кедендік одақ қой, ойлаңызшы. Бізде 3% қалады екен, мысалы. Біздегі ең негізгі мәселе Евразия дерлік 7%. 7%. Бірақ ол да аз ғой. Аз ғой, 7% деген. Ең негізгісі қазір мынау экономикалық есептер жасап, егер экономикалық тұрғыдан действительно тығырық болатын болса, онда бізге шешім қабылдау керек шығу жөнінде. Аманат партиясы бұндай шешімін қабылдайтын болса, мен қолдаймын бұндай шешімді. Қазақстанның бұл шешімде біз бірге болуымыз керек. Яғни елдік мүддеде, мемлекеттік мүддеде біз меніңше партиялар бірге қолдаймыз. Қазақстанның ұлттық мүдделері әрқашан жоғары болу керек. Ол ұлттық мүдделер ондай шешім қабылдайтын болса, онда артында біздің халқымыздың экономикалық бұл жерде бізге содан кейін тағы бір айта кету керек, жігіттер. Бұл жаңағы мынау дүние жүзіндегі осындай турбулентность, ол тек қана Қазақстанға емес, дүние жүзіне әсер етіп жатыр. Әрине. Қазір бірақ ең қатты әсері біз сияқты мемлекеттерге тиеді ғой. Европаның өзіне қазір газ мәселесі тұр. Ертең ол жақта да үлкен жаңағы экономикалық коллапс. Оны көріп отырмыз ғой. Сондықтан бір жақты тек қана Қазақстан ғана жаңағы осының мынау душар болып жатыр деп. Мен мына Ереке қолдаймын ғой, бірақ бір ғана оймен келісе алмай отырмын. Билік
мемлекетке тек қана бейбіт заманды былай қалыптасу керек, қорғау керек. Кейде мемлекетте соғысу керек деп есептеймін. Өйткені егер біздің жерімізге, тәуелсіздігімізге біреу шабуыл жасайтын болса, онда біз де соғысуымыз керек. Түсіндім, Мұхтар. Біз шағын ел емеспіз. Дерлік 20 миллиондық елміз, дұрыс па? Мына бізден Шорайттың да пікірі дәл солай. Біздің екі есе Азербайжан, екі есе аз Азербайжан елі қандай армияны құрып алды? Біздің де мүмкіндігіміз бар ғой. Бұндай армияны құрып алып, сосын 20 миллиондағы ел керек болса 500 мың армиясын асырай алады. Біз де мықты армияны құра аламыз. Сосын біздің мінезін, қазақ халқының мінезін Путин қаңтар айында көрді, оның да көзі жетті. Қазақ халқымен ойнауға болмайды. Керек болса, біз де қару алып соғысамыз. Ал енді мен айтайын. Оны да мен айтайын. Түсіндім ғой. Әйтпесе тек қана бейбіт қазір ерекен. Тек қана бейбіті қалатын болсақ, онда біз Белоруссия секілді былай жата қалуымыз керек пе? Айтайын. Мен осы жерде бір ойды қойса кеткім келеді сізге. Мысалы, президент, мен бір нәрсеге қуанамды екінші тұрғыда. Бізге дипломат президенттің келгенде қуанамды. Себебі дәл қазір бізге егер сәл соғыс құмар президент келсе, мен біздің қазіргі жағдаймен, қазіргі мына қорғаныс әскерлеріміздің жағдайын қарай отырып, полициямыздың жағдайына қарап отырып, олардың бюджетіне және олардың құпия бюджетіне, тіпті олар қаншалықты дұрыс құртатынына қарап отырып, бізге максимум бізді жеңуге бір 5 күн кететін сияқты көрінеді. Мысалы, егер біз реал тұрғыдан қарайтын болсақ, сондықтан бізге қазір ұзақ мерзімді, мен ойымша көбірек ұзақ мерзімді переговорлармен жеңетін сияқты болып көрінеміз. Енді менің бұл жеке пікірім. Мен саған мынаны тек қана ойды қосайын. Қазір Ереке маған айтып отыр ғой енді. Қазір маған айтып отыр ғой. Мен ойымша қарашы, Ерлан мырза. Егер біздің халқымызға, егер біздің халқымызға қару жарақ берілетін болса, мысалы 1 миллион автомат, мысалға деп отырмын да, онда біз де соғысамыз. Армиямызбен бірге соғысамыз. Енді басқа жол жоқ, басқаша болатын болса, онда мемлекетімізден айырып қалатын боламыз. Бізде сондай бір соғыс ашам деп тұрған ешкім жоқ сияқты бізге. Бермейсіңдер ме? Бердіңдер ме? Мынау мемлекеттегі саясатшылардың ең негізгі миссиясы. Ол жаңа айттым ғой. Халықтың бейбіт өмірін қалыптастыру. Екінші, Қазақстан жай ғана бейтарап болған жоқ. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының уставына сәйкес шешімдер қабылдау ұстанымын ұстап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының ұстанымы дегеніміз ол барлық мемлекеттердің территориялық тұтастығы. Яғни қазір Қазақстан Украина мемлекетінің территориялық тұтастығын қолдап отыр. Бұл біріншіден. Яғни ДНР, ЛНР деген дұрыс емес, иә? Иә. Оны ресми түрде Украинаның территориялық тұтастығын қазір қолдап отыр Қазақстан. Ресейдің әрекетін спецоперация емес, соғыс ретінде қабылдайсыз, иә? Бұл біріншіден. Дұрыс, мен де бұны қолдаймын. Екіншіден, мемлекет, Қазақстан мемлекеті Украинаға гуманитарлық көмек жіберді. Мемлекет жіберді. Және қоғамның өкілдері жіберді. Бұл әрине дұрыс. Онан кейін ең негізгі мәселе Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Зеленскиймен телефонмен сөйлесті. Яғни бұл жерде Қазақстан жай ғана бейтарап болып отырған жоқ. Қазақстан өзінің принципті позициясын Қазақстан соғыстың тоқтауына мүдделі көрсетіп отыр. Бұл біріншіден. Мүдделі ғой Қазақстан. Біз, мысалы үшін, менің өзімнің пацифист болуым, жаңа бейбітшілікті қалауым, егер Қазақстанға жаңағы біреу Қазақстан территориясына заңсыз кіретін болса, мен өзімнің отанымды қорғамаймын деген сөз емес. Осы арада кім армияда болды? Армияда болдың ба сен? Әскери кафедра. Армияда болған жоқсың ғой? Жоқ, болған жоқсың. Мен армияда 12 жыл саясатта жүрмін мысалы. Мен тәуекелге өз басымды Жаңаөзенде тықтым, мына жерде де тықтым. Бірақ мен былай айтайыншы, мен біздің кезімізде, заманымызда... Мен жауап бұл жерде беруім керек. Біздің заманымызда студенттер армияға барған жоқ. Сондықтан мен болмадым. Мен 2 жыл армияда болдым. Армия дегеніміз, ол кездегі 2 жыл армияда
мынау бүкіл соғыстың теориясы мен практикасын оқытып шығады. Ол кәдімгі жоғарғы білім сияқты. Біз кәдімгі дайынбыз. Сондықтан егер ертең біздің елімізге басқа біреудің аяғы кіретін болса, біз қолымызға қару аламыз. Жоқ, тек қана армияда болған адамдар емес, бәріміз соғысамыз. Және біз соған дайынбыз. Бірақ мен өзім бейбітшіліктің болғанды қалай. Өйткені соғыс дегеніміз ол біздің халқымызға қайғы, қасірет, бақытсыздық. Жоқ, бұл жерде тек қана ең негізгісі біз сол қайғы, қасірет, бақытсыздыққа. Жоқ, егер мен сіздерден бір нәрсе сұрайыншы, бізге сондай соғыс ашылатындай қауіп төніп тұр ма сіздердің айтқандарыңызға қарасам? Әбден мүмкін, Ерболат. 100%. Әбден мүмкін. 100% төніп. Әбден. Енді ана Никоновтың, Федоровтың, Савастьяновтың, Мединский, Жиринский, Мединский айтып жатыр ғой ашық түрде. Ертең ана солтүстікке келетін болса, бізде солтүстікте армиямыз жоқ, білесің бе? Бірде бір взвод жоқ бізде осында. Осы неге көтермейсіздер мәжілісте? Бірде бір Айдостарымның өзі айтты соны. Мен барлығын аралап шықтым, бірақ солтүстікте ешқандай біздің не қойылмаған дейді. Солтүстікте түкті жоқ. Сендер маған сөз берсеңдер. Мен сені сұрап отырмын ғой. Сен сөйлесіп келе жатсың ғой. Бізді айтып болайыншы біздің. Айт, сөйлесіп отырсың ғой сен. Мен өзім. Мәжілісте де сен ана трибунан бар. Мен өзім. Ерболат, сен өзің жарайды. Айтайын. Жоқ. Мен сұрап отыр ғой енді. Ойын білейінші. Мен сұрап отыр ғой енді. Мысалы, мәжілісте неге көтермейді? Дәл сіз айтқандай солтүстік өңірде ешқандай әскери не жоқ. Мен қауіпсіздік комитетінің мүшесімін. Тем более. Мінекей. Қауіпсіздік қорғаныс комитетінің мүшесімін. Бізде жабық тыңдаулар өтеді. Жабық тыңдауларда көптеген мәселе көтеріледі. Бұндай мәселелерді, осындай мемлекеттің осындай және қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді біз көбінесе жария айтпаймыз. Бірақ бұл мәселелердің барлығы қазір күн тәртібінде бар. Және әртүрлі мынау құқық қорғау органдарымен, қорғаныс органдарымен қазір тығыз байланыстамыз. Қазір біздің елімізде мынау азаматтық қорғаныс, территориялық қорғаныс бойынша біраз жұмыстар қазір атқарылып жатыр. Бірақ оны енді жария айтуға бізге құқығымыз жоқ. Түсінікті. Енді сұрақ. Сіз пікір айтқыңыз келіп отыр ма әлде? Жоқ. Түсінікті. Қараңыздар, енді сұрақ, біз соғыс мәселесін аяқтайық та, шамамен бір 15 минут уақытымыз қалды, 10-15 минут. Сондықтан соңғы бір-екі сұрағымыз бар. Мысалы қараңызшы, сіз егер жер қорғаны партиясының мүшесі бола отырып, мәжіліске барсаңыз, президентті сынайсыз ба? Сынаймыз. Негесін басқа. Қазір де сынап отырмын ғой. Президенттің, яғни саясатын сынауға дайынсыз, иә? Әлбетте. Қазіргі таңда сынап жүрмін ғой. Сондықтан менің пікірім өзгермейді. Егер ақты ақ, қараны қара. Неге қазіргі депутаттар сынамайды? Жағымпаздық, сосын депутаттар менің ойымша тәуелді. Өйткені бұларға беретін мандатын ақорда немесе тағы бір беріп отырады. Олар тәуелсіз депутаттар емес. Ал егер мажоритарлық жүйемен баратын депутаттар, ол тек қана халыққа тәуелді болады. Сонда кез келген депутаттарға мандатын тартып алуға болады. Сол емес пе? Түсінікті. Ертең сіз мысалы, Ерлан мырза, сізге сұрақ. Жауап бермес бұрын. Ертең сіз мажоритарлы жүйемен кандидат боласыз. Депутаттыққа үміткер боласыз. Мүмкін партиядан шығасыз, шықпайсыз, оны әлі шешкен жоқсыз. Мүмкін ойыңызда бар шығар. Бір жыл деген ұзақ уақыт емес қой. Мысалы, қазір біреу партияға кіреді, біреу партияға шығады деген сияқты, ол сондай бір қалыпты жағдай болып қалды біздің елімізде. Сұрақ. Қазіргі кезде не үшін сынамайсыз? Ертең мажоритарлы жүйемен барған кезде егер сіз сынайсыз ба? Қазақстан Республикасының президентін? Саясатын. Мен Қазақстан Республикасының президентінің бүгінгі саясатын қолдаймын. Өйткені саяси реформалары қазіргі жүріп жатқан. Ол енді біздің көңілімізден шығады. Осы саяси реформалар жөніндегі мәселені біз бұрыннан бері айтып келе жатырмыз. Оны Мұхтар да жақсы біледі. Ұлттық кеңестің мүшесі болған, ол жерде қандай жаңа дискуссиялардың болғанын өзі жақсы біледі ол жерде. Сондықтан осы президенттің бүгінгі таңдағы саясатының мен шын ашық айтамын, мен жақтаушысымын.
мажоритарлы жүйемен барсаңыз да сынамайсыз, Енді қандай да бір кемшіліктер болатын болса, оны айтамыз. Мысалы, халық президенттің шешіміне келіспеуі мүмкін. Мысалы, сізді сайлаушы халық, сіз жеке өзіңіз бармайсыз, бірақ мысалы, мен өзім жеке қолдаймын деген нәрсе ол болмайды менің ойымша. Бәрібір де сіз халықтың атынан барған кандидатсыз. Ол ертең. Ертең болсын, бүгін болсын сізді халық сайлады. Бүгін де халық сайлады, Ерлан мырза, сізді. Партия өз-өзінен бара салған жоқ, дұрыс па? Партияны да халық сайлап отыр. Яғни халық президенттің кейбір шешімімен келіспеуі мүмкін. Дұрыс па? Ол норм жағдай, келіспеуі мүмкін. Халықтың сол келіспеуін көре отырып, сонда да қолдай бересіз ба? Жеке Ерлан Сайыр қолдайды екен деп, солай қолдай бересіз бе? Жоқ, әлде қалай? Мәселе мынада, егер белгілі бір шешімдер халықтың көңілінен шықпайтын болса, онда сол шешімдерді өзгертуге біз әрекет жасайтын боламыз. Бірақ халықты қолдай отырып, президентке өзіңіздің сыныңызды жеткізесіз, дұрыс па? Түсінікті. Мен соны білгім келеді, себебі ол маңызды деп есептеймін. Енді қараңыз, мысалы, Абай мырза, қазір мысалы Сенат пен Мәжіліс екі палата, қос палаталы Сенат пен Мәжіліс. Біреуінде қанша депутат? 40-тан астам депутат, екіншісінде 100-ден астам депутат. Былай қарасаң, бір-бірін қайталайтын орган сияқты да. Көбінесе халықтың арасында, саясаттанушылардың арасында пікір бар. Сенатқа жалпы пенсияға шыққандар, пенсияға шыққаннан кейін құрмет ретінде сол жаққа жібереді деген сияқты да. Біз осы жолдау кезінде президенттен күткен болатынбыз, әрине. Сенатты мүмкін тоқтататын шығар деп та, бәрібір де заң шығарушы ойладық. Әрине барлығымыз күттік деп ойладық. Тіпті сұрақтар пайда болды Фейсбукта, неге олай істемеді деген сияқты. Сіздің ойыңызша Сенат қажет па бізге? Біздің Қазақстанның, жаңа Қазақстан үшін Сенат қажет пе? Менің ойымша Қазақстанның әлемде алып отырған географиялық орнымен, экономикалық мүмкіншілігімен, халықтың потенциалымен, интеллектуалды потенциалымен Сенат керек. Егер біз ол потенциалды пайдалана алсақ, қалай пайдалана аламыз? Сенат толығымен де тәуелсіз болу керек, сөзсіз. Парламенттен, мәжілістен бөлек ең жоғарғы функциясы қандай? орган. Ол мемлекетті басқарушы орган. Егер парламенттік жүйеге өтеміз дейтін болатын болсақ, Сенат шын мәнінде мемлекетті басқарушы орган болады. Және де егер ақштық жүйені алатын болсақ, Сенаттық тергеу деген бар. Мемлекет ішінде ең жоғарғы тергеу органы ол парламенттік тергеу. Және де ол тергеудің алдында ешқандай да керек десеңіз, сотта президенттің құпия органы да, яғни секретный служба дейді, құпия қызметі де оның алдында жауапты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі. Яғни бұл халықтың тергеуі дегенді білдіреді. Олар кез келген қылмысты, кез келген құбылысты, кез келген экономикалық жағдайды тергей алады, және де олардың алдында құпия жоқ. Бірақ мұндай тергеу әрқашан ұйымдастырыла бермейді. Бұл мемлекеттік маңызды бар. Конституцияға қайшы келетін, немесе жасырын конституцияға қайшы ұйымдастырылған операциялар болған жағдайда ондай тергеу ұйымдастырылады. Сенаттың негізгі функциясы сондай болу керек па? Жоқ, Сенаттың негізгі функциясы тергеу емес. Сенаттың негізгі функциясы мемлекетті басқару. Президент емес, Президент емес, сөзсіз. Президент бұл атқарушы орган жүйесіне кіретін орган. Бізде суперпрезиденттік жүйе қалыптастырып қойып, президент өзін бөлек шығарып қойды. Шын мәнінде ол атқарушы жүйенің ішінде, яғни үкіметтің ішінде өмір сүретін орган. Осы кезде сұрақ туындайды, бізге президент керек па, әлде премьер-министр керек па деген сұрақ туындайды. Екеуінің функциясын ара-жігін ажырату керек. Мүмкін премьер-министрлікті президенттің өзі атқара берсін деген сияқты. Сол себепті кейбір мемлекеттерде президент бұл номиналды тек қана символ тұрғысында өмір сүреді. Қараңызшы, Абай мырза, сіз бір жақсы мәселені көтердіңіз. Бірақ президент қазір жаңа өзінің жолдауында суперпрезиденттен бас тартуымыз керек және мәжіліске өте көбірек күш беруіміз керек деді. Осы жерде Сенаттың ықпалының әлсірегенін көрсетіп отыр ма? Яғни Сенаттың қажет емес деген сияқты сигнал ма, әлде қалай қазір? Жоқ, бұл менің ойымша косметикалық лозунгтер, ұсыныс берілді, өтпелі кезеңге берілген ұсыныстар. Шын мәнінде ол қалыпты демократияны енді құрып жатқан жаңа мемлекеттерге тиесілі функциялар, бар функцияларды бізге енді қайтарып беріп жатыр парламентімізге. Шын мәнінде ол бұрын болу керек болады. 20 жыл бұрын, шын мәнінде бұрын. 91 жылы, 95 жылға дейін ең алғашқы біздің конституция, қазір конституцияның әлде қайда демокративті болатын. Мәселен айталық. Біз қазір бұл ұсыныстардың орнына біз басқасын күтуіміз керек. Шын мәнінде жаңағы
айтып жатырмыз ғой Астананың атын ауыстыру деген жаңа сұрақ туындады, бізге ол не береді деп. Бізге бұл үміт береді. Мен өзім Астанаға келгенде 2007 жылы мен Астанаға келдім. Сөйтіп қай жылы атын алып қойған кезде менде бір үмітімді алып қойды. Астанаға не үшін келді халық? Астанаға үміт үшін келді. Яғни мұнда бюрократия жоқ, мұнда жаңа коррупция жоқ, мұнда жұмыс бар, ашық жұмысқа тұра аласың. Оңтүстік регионда бәсекелестік болады. Оңтүстік регионда әлі күнге мемлекеттік қызметке деп айтыңызшы сіз. Мемлекеттік қызметке, басқа қызметке де. Оңтүстік регионда әлі күнге дейін жеке компанияларда сен мектепте пол жуатын болсаңыз, әлі күнге дейін 400 мың теңге бересіз. Әлі күнге дейін. Бірақ Астанаға не үшін келді адам? Идеямен келді. Бақыт құру үшін келді. Амбиция өзін жүзеге асыру үшін келді. Келгенде алып қойды. Жүрегінен бір идеяны алып қойғандай болды. Қайтаршы осыны. Қайтаршы осыны болды. Халық қолдап, халықта қайтадан рух пайда болады. Міне, түсінікті. Керемет. Қараңыз, Ерлан мырза, сіз сұрап аламыз сөзді. Жоқ, сізге береміз ғой. Ерлан мырза, сіз сәл сабыр етсеңіз, ойын аяқтасын, сосын сізге береміз. Сіз де ұзақ тыңдап отырсыз. Кезекпен сөйлейміз. Қараңыз, Ерлан мырза, мысалы, сіздің ойыңызша Сенат қажет па? Ол мынандай болып көрініс емес па? Мысалы, Сенат көп жағдайда сіздердің жалпы енді біздегі мәжіліс қолдаймын деген батырманы басып өте үйреніп қалғанда, тіпті мен кейбір кезде ойлаймын, олардың функциясында, біздің мәжілістің функциясында, енді сіз бір жыл ғана болдыңыз ғой, барлығын өзіңізге қабылдамаңыз, Ерлан мырза. Мәжілістің функциясында қолдаймын деген батырма, ол тіпті ұйықтаса да тұрса да бірінші кнопка сияқты болып тұратын сияқты. Себебі мен против, яғни қарсымын деген сияқты бір дауыс беруді көп көрмейміз. Енді қараңызшы, сіздердің қолдаған қаншама тексерістен өткен заңдарыңызды Сенат тұрады да қайтарады көп жағдайда, кейбір жағдайларда. Немесе дұрыс екен дейді, жоғары қарай жібереді. Бір нотариустың қызметін атқарып отырған жоқ па Сенат? Түсінікті беріп өтейін. Иә. Жаңағы бірінші мәселеге де беру керек. Өйткені ондай мәселеге жауап бермесе болмайды. Парламенттің, мәжілістің ішінде процедура бар. Яғни жаңағы бүкіл айқай-шу, үкіметпен бүкіл келіспеушіліктің барлығы комитетте жасырын өтеді дегенсіз. Жасырын емес, ол жерде тікелей эфирде? Ашық қой барлығы. Тікелей эфирде? Біздің бүкіл комитеттің жұмысының барлығы ютубта тікелей эфирде өтеді. Оны тауып алу керек. Бір жыл болды. Бір жыл болды, Бір жыл болды. Бүкіл комитет, одан кейін бүкіл правительственный частың барлығы тікелей эфирде өтеді. Жаңағы сонан кейін пленаркаға келген кезде бүкіл жаңағы мәселенің барлығы шешіліп, сонан кейін депутаттар жаңағы ана кнопканы басады. Ал жаңа екіншіге келетін болсақ, онан кейін оның барлығын көрулеріңізге болады. Көреміз. Стенограммада бар. Стенограммада көруге болады. Онан кейін тікелей эфирде көруге. Екінші мәселеге келетін болсақ, жаңағы Сенат пен мәжілістің арасындағы қарым-қатынасқа. Қазақстан унитарлы мемлекет. Бірақ дегенмен де Қазақстанның территориясы ауқымы, жаңағы бауырымыз айтқандай, жаңағы аймақтардың арасында біраз өзгешеліктер бар. Сондықтан бізге екі палаталы мәжіліс қажет, парламент қажет. Не үшін? Мәжіліс ертең мынау саяси палитралары ертең көбейеді. Ол жерде мұхтар бар, жаңағы басқа да азаматтар, соның ішінде жаңағы ол жерде бүкіл жаңағы сол жердегі саяси процестің бәрі қайнайтын болады. Кейбір шешімдер мынау мемлекеттік кейбір мәселелерге қарама-қайшы келуі мүмкін болады. Сол кезде дүние жүзінде Сенаттың атқаратын функциясы Америкада да, сонымен бірге Францияда да. Мәжіліс атқара алмай ма? Ол жаңағы сол мынау төменгі палатаның жаңағы қабылдаған шешімдердің барлығын мемлекеттік тұрғыдан қарап, мемлекеттік мүдде тұрғысынан қарап, соны сүзгіден өткізіп отырады. Бұл дүниежүзілік практика. Екі палаталы парламент дегеніміз, соның функциясының өзі сол. Мысалы үшін Франция унитарлы мемлекет. Сенат кімге бағынады? Франция унитарлы мемлекет. Францияда Сенат бар, және төменгі палата бар. Дәл сол сияқты Америкада да солай. Енді бізде әрбір тармақ бөлек қой мемлекеттік институт. Өзі теория бойынша 3 мемлекеттік институт бар. Атқарушы билік, заң шығарушы билік, сот билігі. Соның ішінде Сенат жаңағы заң шығарушы билік келеді. Сіздің ойыңызша Францияны үлгі ретінде бұл жерде алуға қиын, себебі Францияның конституциясы арнайы де Голльге арналған болатын. 5-ші республика. Сол үшін бұл жерде де Францияда да президенттің рөлі өте зор. Ал Қазақстанда не үшін Сенат құрылды?
президенттің билігін сақтап қалу үшін ғой. Ол страховкасы болды. Егер мәжіліс президентке қарсы заңды шығаратын болса, онда сенат оны тоқтай алады, тоқтата алады. Тоқтата алады. Сол үшін менің ойымша осы біз федеративті ел емеспіз. Унитарлық елміз, біртұтас елміз. Сол үшін бізге сенат қажеті жоқ деп есептеймін. Оның орнына бізге қуатты мәжіліс болу керек. 107 ма бүгінгі таңда, ол тым аз деп есептеймін. Тым ең кемімен 200 депутат болу керек мәжілісте. Және ол кәдімгі заң шығарушы орган болу керек. Ал мына Абылай бауырымыз, кешірім өтінемін, Абай бауырымыз ұсынып отырған моделін мен қолдаймын. Біз президентті сайлаған кезде біз шын мәнінде премьерді сайлауымыз керек. Америкадағыдай. Сонда осы біз дауыс берген президент түгел осы атқарушы билік үшін жауап беріп отырады. Бүгінгі таңда президентіміз ештеңе үшін жауап беріп отырған жоқ. Өйткені премьер бар. Критика бар, сын осы үкіметке арналады да, президент тап-таза болып отырады. Ақорда бәрібір биліп отырады, өйткені бәрі ақордамен келісіледі. Ақорда келісім бермесе, үкімет шешім қабылдамайды. Заңды да солай. Жауапкершілік бәрібір былай. Халық үшін жауапкершілік үкіметте болады. Президент тап-таза болып отырады да, тек қана мына премьер-министр, жалпы үкімет мальчик для битья сияқты. Міне осы. Бірақ үкімет парламент әрқашан тек үкімет сынайды. Бізде басқаша болу керек. Біз президентті сайладық па, президент премьер секілді атқарушы билік үшін жауап беру керек. Менің ұсынысым осы. Түсінікті. Енді қараңыз, мен сенатқа қатысты өзім ойымды айта кетсем, біз экономикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, кез келген жалпы саяси құрылым, ол бір экономикалық тиімділік болу керек сияқты да. Егер біз сенаттың функциясына қарасақ, ол бізге қандай экономикалық тиімділік алып келді? Яғни өзінің кеткен шығынын, мысалы жалақы бар да, мысалы қаншама сенаторларды қолдайтын, ол жердегі аппарат бар, ол жердегі орын, жылу, басқа бәленбай жыл бойы, ұзақ жылдар бойы келе жатқан сондай системада қаншалықты солардың шешімі елге экономикалық тиімділік алып келді дегенге қатысты бізге билік түсініктеме беру керек сияқты. Яғни осы құрылым қаншалықты экономикалық тиімділік алып келді. Егер олар белгілі бір кезеңде ғана сондай мемлекеттік мүдделік тұрғысынан қажет болса, онда бізде президент бар ғой. Сол президент ақ мемлекеттік мүдде тұрғысынан дұрыс шешімді қабылдайтын сияқты. Немесе бізде қазір ұлттық құрылтай деп жатыр, кеңес деп жатыр. Тегін ақ атқарып жүрді, сол жерде жігіттер ешқандай да қаражат алмайды. Дұрыс па мысалға? Солар ақ сондай мүдделік тұрғыдан жиналып, ақылдасып шеше алады мысалға. Мен жақында бір сенаттың білім туралы жиынына қатыстым. Өте менің ойымша позорный деңгейде өтті. Мен ондай жиынға екінші рет қатыспаймын деп шештім мысалы. Бос сөз, сандырақтап әр нәрсеге кетіп қалған, нақтылық жоқ. Ал мәжілістің бір жиынына қатыстым. Енді мақтағаным емес, мәжілісте точность бар, нақтылық бар. Нағыз дискуссия, комитет, сіз дұрыс айтып отырсыз. Комитетте көп затқа қарсы, мысалы, білім мәселесіне қатысты болсын, қарсылықтар туады, қарсы дауыс береді мысалға, ондай бар комитетте. Бірақ ол көбірек көріну керек сияқты. Әсіресе мен ойымша пленаркада да көрсету керек сияқты оны. Себебі мәжіліске сол кезде сенім қалыптасады. Бәрібір де адамдар комитетті көре бермейді, Ерлан мырза. Пленаркада көреді да. Сіз қазір фракцияның төрағасының орынбасарысыз. Мен ойымша сондай ұсынысты айту керек. Керісінше пленаркада нағыз война болу керек та. Нағыз ол жерде спор болу керек. Бәрі бір-біріне қарсы шығу керек деген сияқты. Сол кезде біз тұрамыз да, қарапайым халық көреді, значит, бір нәрсе талқыланып жатыр ең құрғанда да. Ең құрғанда Абай айтпақшы, Астанаға келген кезде маған үміт пайда болды деген сияқты, сондай үміт пайда болады да. Понедельник күні өкімет сағаты болады, сағат 10-да. Қатысыңыздар. Жақсы. Шақырыңыздар. Онан кейін среда күні жоқ, онлайн ғой. Жоқ, шақырыңыздар, онлайн. Онан кейін среда күні пленарка болады. Бізде сұрақ қояйық. Қатысыңыздар. Көрермен болыңыздар десеңізші. Егер шақырамыз скоро. Давайте, шақырыңыздар. Келсін. Соңғы 2-3 сұрақ. Мынадай сұрақ, мысалы, сіздің өзіңізден сұрағым келіп отыр. Осы жолдауда
Президент Тоқаев реформаларда президент болу талаптарын өзгертпеді. Біз бәріміз күттік, көпшілігіміз. Ата заңымыз бойынша президент сайлауы 5 жыл, ол түсінікті. Сонымен қатар 5 жыл не болу керек? Мемлекеттік қызмет несі болу керек. Ертең сіз де қатыса алмайсыз президентті сайлауға, ниетіңіз болса. Себебі өзіңіз айтып отырсыз ғой, 2-3 жыл болдым деп отырсыз, мысалы. Мәжіліс осындай ұсынысты айтады ма? Енді бәрібір де мәжіліс қой ұсынатын көп жағдайда. Президент болу талаптарын өзгертуге қатысты. Егер қоғамдық қажеттілік болса айтамыз. Қажеттілік менің ойымша. Айтасыздар, түсінікті. Мынандай соңғы 2 сұрақ, Мұхтар аға, өзіңізден бастасам. Ренжімейсіздер, эфирдің басында айттыңыздар. Абсолютно. Кез келген сұрақтарды қоя берді. Кезінде жер мен салық кодекстерінде мысалға Марғұлан Сейсенбаевтың бизнесіне керек өзгерісті енді былай айтқан кезде енгізіп беріп, бұл енді заң тұрғыда лоббистік қызмет көрсеттіңіз, сол қызметіңізге шамамен $390,000 шамасында гонорар алдыңыз деген ақпарат бар. 390,000 дейді. Бола берсін. Бұл енді ақпарат қой, менің жеке пікірім емес. Сондықтан жеке пікірім емес. Жер тағдыры, мысалы, жер қорғаны ірі бизнестің мүддесін қорғайтын партияға айналып кетпей ме? Жоқ. Мен сізге айтайын. Сіз өйткен маған жақсы бір пікірді айттыңыз. Адал партиясы ірі бизнесті қолдайтын, қорғайтын болды дедіңіз. Айтып кетсеңіз. Иә, бұл жерде 448 бапты өзгерттік. Өйткені бұл бап жемқорлыққа өте тиімді болды да. Бұл жерде тек қана Марғұланның фирмаларына емес, түгел аграрлық секторына бұл бап өте зиянды болды. Сондықтан бұл тек қана Марғұланға емес, ол түгел секторына мына бап өте зиянды болды. Ол бап бар екенін маған Марғұлан айтты. Өйткені ол кезде ол қанша бір $300 миллион инвестиция салған. Сол бап оған өте кедергі жасаған. Бірақ тек қана оған емес, барлық инвестиция. Барлық. Ол кезде мен айттым, ол үлкен жұмыс біріншіден, ол жұмыс ашық болады. Және де әлбетте кез келген қызметім үшін? Иә, кез келген жұмысқа қаражат болатыны керек болады. Сен оған дайынсың ба, қаржыландыру? Дайынмын деп айтты. Сондықтан мен бұл жұмысты атқардым. Ол тек қана Марғұланның фирмаларына емес, барлық секторға. Бүгінге дейін басқа да осы аграрлық секторға жұмыс істейтін фермерлер маған рахмет айтып жатыр. Және де мен ол баппен айналысып келгеніме мен жасырын түрде емес, оны мен жазып отырдым. Неге нақты осы бап зиянды? Сондықтан менің жұмысым ашық болды. Бұл жерде былай ғой. Қаражат алғаныңыз туралы кейін естідік та? Өйткені ол жеке мәселе болды, ол ұрлау болған жоқ, ол мемлекеттен тендер ретінде алған қаражат болған жоқ, ол жеке бизнесмен келісіп алған келісім шарт болды. Сондықтан оны ашық жариялауға қажеті болмады деп есептеймін. Өйткені ол бұл жерде мемлекеттік қаражат емес, ұрлау емес, ол қалай келістік, солай істедік, нәтиже болды. Ал мына партия ондай болып кетпейді ме? Егер кейбір баптар немесе заңдар экономикаға зиянды болса, әлбетте біз бұл баптарды жоятын боламыз. Бірақ ол тек қана мен айтқандай бір адамның фирмаларына емес, егер түгел экономикаға немесе түгел секторына тиімді болса, біз айналысатын боламыз. Түсінікті, көп рахмет. Енді Ерлан мырза, кезінде мысалға сізді коррупциямен байланысты істі болған деп айтады, дұрыс па? Жиі айтылады. Қазір мысалға сіз тура депутат болардың алдында осы процесс тоқтап, сондай бір жылдан уақытта депутат болуыңызға бір белгілі бір әсерін тигізді. Меніңше сотты болмауыңыз керек, депутат болу үшін, қателеспесем. Осы процесті қалай шешкеніңіз туралы айтып кетесіз? Ол бірінші сұрақ. Енді қараңыз, екінші сұрақ мынандайда. Қазір мысалға сіз Аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша республикалық қоғамдық кеңесті басқарасыз. Жалпы жұрттың санасында когнитивті диссонанс тудыратын жағдай деп ойламайсыз болсын? Себебі мен айтып кетейін, сіздің отырыстарыңызды мен қарап көрдім.
Өксікбаевтың кезінде, Омархан Өксікбаев соның төрағасы болған кезде комиссияның сондай әкімдерді тіпті сондай бір жауапқа тартып әрекеттер жасайды. Сіз 1 жыл болдыңыз, қателеспесем, тағы қайтадан сайландыңыз, құттықтаймын әрине. Қаншалықты сіздердің талаптан кейін антикор іс қозғап, әкімдерді орнынан алып, министрлерді жауапқа тартып, сондай бір жағдай болды ма? Біріншіден, жаңағы бірінші сұрағына жауап беру керек. 2010 жылы болған нәрсе. Онан кейін 8 жылдай мен бас прокуратураға бүкіл жаңағы дәлелдердің барлығын бердім. 8 жыл, 1 жыл емес, 8 жыл. Онан кейін жаңағы ең негізгісі, бұл осы Қазақстаннан, біздің институттан домбыра, сазген сияқты жаңағы инструменттерді біз Баян-Өлгейге апарғанбыз, Моңғолияға. Өйткені сол біз Баян-Өлгейге научный экспедицияға барған кезде, сол жақтың әкімшілігі біз сұрады. Бізде оркестр бар, бірақ бізде инструмент жоқ. Жетіспейді бізге беріңдер деп. Мен келгеннен кейін шұғыл где-то бір 2-3 айдың ішінде жібердік. Өйткені Қазақстанда фабрика жоқ, домбыралардың бәрі қолдан жасалады, сазгенде қолдан жасалады. Күту керек. Оны күту керек. Онан кейін документтермен бір проблема. Бірақ біз барлығын жібердік. Сіздерде не бар, соны жібердіңіздер? Жоқ, енді Алматының айналасындағы қолөнершілерден іздеп жүріп тауып, кәдімгі заказ беріп жасап жібердік. Онан кейін сот соны жаңағы заңсыз, сол жаңағы коррупциялық әрекет заңсыз жіберген деп маған айып қойды, заңсыз. Ал енді сол жаңағы сазгендерді жіберу, домбыраны жіберу, ол біздің сол кездегі институттың уставына сәйкес келеді. Өйткені уставта қазақ халқының мәдени брендін халықаралық деңгейде насихаттау деп жазылған. Міне осының барлығын дәлелдедік. Онан кейін Моңғолиядан бүкіл жаңағы соны ұстап жүрген азаматтардың барлығына бір хат алдық. Аяғында жаңағы сол ешқандай нұсқаның болмаған, керісінше біздің мемлекетімізге жаңағы осы мына жақтан біз сазген жаңағы инструменттердің орнына не келдік? Сол жақтағы 1910 жылдан бастап 95 жылға дейінгі қазақтың бүкіл жаңағы нотасын барлығын алып келіп кітап шығардық. Сонда жаңағы прокуратурада біз дәлелдеп шықтық. Жаңағы ешқандай нұсқаның болмаған, керісінше Қазақстанға осындай материалдық емес пайдалана келгендігі. Міне оны егер қателеспесем 2019 жыл точкасы болды. Бұл 8 жылға созылған мәселе. Ол бірден емес. Біз 8 жыл бойы мен өзім постоянно генеральный прокуратурамен хабарласып, соларға постоянно дәлелдің бәрін беріп жүрдік. Оны бүкіл халықтың барлығы біледі. Түсінікті. Ол жерде және бас прокуратура сол кездегі азаматтардың ісінің өзінің жаңағы қылмыстық іс болғандығын маған айтты, бірақ мен оның бәрінен бас тарттым. Мен ешкімге жаңағы жамандық жасағым келмейді, олар сол кезде болды. Ал енді мен өзім жаңағы коррупцияға күрескерлердің коррупциясының өзім жаңағы солардың таяқ жеген. Сондықтан бүгінгі таңда мен коррупцияның не екендігін және оның түп тамыры қайда екендігін жақсы білемін. Ал енді бір жылдың ішінде, ал енді түп тамырын кеше біздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты, түп тамыры ғана өте жоғарыда болған. Қазақстанда коррупция түп тамыры сол жақта. Монополизация болып кеткен ба? Биліктің басында. Ол жаңағы мынау аяқты 10 жылдың ішінде коррупциямен күрес, ол коррупциямен күрес емес. Ол жаңағы әртүрлі топтардың сол жаңағы мынау майшелпекке өзін жаңағы алу үшін күрес болған. Ал енді коррупция дегеніміз солардың барлығын жою. Жаңағы ең негізгісі бүкіл жаңа ақшаны қайтару, онан кейін заңсыз кеткен активтердің барлығын қайтадан халыққа қайтарып беру. Міне коррупциямен күрес дегеніміз осы. Ал енді бір жылдың ішінде біздің ең негізгі біздің жұмысымыздың өзі, біз ана коррупцияға қарсы күрес агенттігінің жұмысын қайталай алмаймыз. Сондықтан біздің жұмысымыз коррупцияға қарсы мәдениетті қалыптастыру және коррупция болмас үшін жағдай жасау. Мына біздің РОСПК-ның жұмысы. Және ең негізгі мәселе аймақтарда облыстық әкімдер, министрліктердің әділетсіз коррупцияға алып келетін шешімдеріне қарсы шығу. Міне осы тұрғыдан біз көптеген нәрсе істедік. Мысалы үшін бір мысал айта аласыз? Бір мысал айтамын. Бір әкім, бір министрге қатысты. Бір қандай шешім шығарғанын айтайын. Бір министр және бір әкімге қатысты. Қаржы министрлігінің жанында мынау комитет бар. Сол комитет қандай комитет? Бүкіл аймақтардағы тендерлердің барлығына анализ жасап отыратын комитет бар сондай.
сол комитеттің мемлекеттік сатып алу бәлкім госзакупки. Сол комитеттің ішіндегі осы аймақтардағы тендерларды жаңағы отменить ететін бүкіл функциясын барлығын біз қазір алдық. Өйткені сол жердің аудиторларының барлығы анау неден өтпей қалған, жаңа тендерден өтпей қалған фирмалармен келісіп, жаңағы бүкіл акиматтардың тендерлерін өздері отменить ете береді. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша кәдімгі үлкен экономикалық ступорға алып келген. Біз соның барлығын былтыр 1 жылдың ішінде соны реттедік. Бұл біздің жаңағы комиссияның кәдімгі Қазақстанның экономикасына пайдасы. Әкімдерге қатысты келетін болсақ, мысалы біздің антикордың төрағасы болып тұрған кезде Марат Ахметжанұлы, президенттің алдында баяндама оқыған кезінде Шығыс Қазақстан облысын айтты. Сіз өзіңіз сол Шығыс Қазақстан облысынасыз. Президенттің атына, мен ойымды аяқтайын, президенттің атына Семей қаласының азаматтары, бизнесмендері, көпшілігі арнайы хат жазды кәдімгідей. Бұл не мәселе? Осылай, бұл жерде бір топтық коррупция бар деген сияқты. Соңында тұрды да Марат Ахметжанұлы осыны атап айтып өтті. Осы ситуациядан кейін Нұр Отан Аманат партиясының жанындағы сыбайлас жемқорлыққа комиссия Даниал Ахметовті шақырдыңыздар ма? Шақыруға болады ма жалпы? Осыдан 2 ай бұрын, 3 ай бұрын біз Шығыс Қазақстан облысының коррупцияға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысын қарадық. Сол жұмыстың қараудың нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасарына, Семей қаласының әкіміне және бірнеше аудандардың әкіміне сөгіс жариядық. Әкімнің өзіне болмайды ма? Осы мәселеге қатысты. Ол жерде коррупцияға қарсы жаңағы іс-қимыл жөніндегі комиссияны басқаратын сол бірінші орынбасар. Бірақ әкім жауапты ғой бәрібір де. Біз сол өзіміздің жұмысымызда нақты норма мен процедурадан басшылық қыламыз. Норма мен процедураға байланысты ол жерде міне осындай мәселе. Және де мысалы үшін Алматы қалалық әкімшілігінде мен егер қателеспесем, мынау коммуналдық шаруашылық жөніндегі басқарманың басшысын біз жұмыстан алуға жаңағы жағдай жасадық, өйткені ол жерде коррупциялық белгілі бір нышандар пайда болған. Сонымен бірге Батыс Қазақстан облысы, Ақмола облысында көптеген осындай жаңағы чиновниктердің мәселесін біз қараймыз, және кейбіреулерін егер дәлелді болатын болса жұмыстан алу жөнінде біз тек қана ұсыныс береміз. Түсінікті? Тек ол жерде сұрақ бар еді ма? Жоқ, сіздің пікіріңіз бар ма деген да осы сыбайлас жемқорлыққа қатысты? Сыбайлас жемқорлықпен күрес әкімдерді жауапкершілікке тарту керек па қазіргі ескі әкімдердің барлығы? Далбаса әрекет жігіттер. Қайсысы мына комиссияның әрекеті? Далбаса әрекеттер ол. Жемқорлықпен күресетін адам мемлекеттің үлесін және рөлін экономикадағы азайту керек. Басқа саймандар жоқ. Егер бүгінгідей айтпақшы президент Тоқаев мырза самұрық қазынаны қалдырды, ол үлкен қате деп білем, Бәйтеректі де қалдырды. Ол кәдімгі жемқорлықтың, қалай деуге болады, жемқорлықтың нағыз ошағы ма? Нағыз ошағы ғой. Өйткені мемлекеттің қаражаты сол ұйымдарда. Ол экономика антикор тексере алмайды екен. Тексере алмайды. Әсіресе самұрыққа қатысты. Бәйтеректі де сол. Жемқорлықпен күресетін адам мемлекеттің үлесін және рөлін экономиядағы азайту керек. Өйткені жемқорлық мемлекеттік қаражат бар жерде өмір сүреді. Басқа ол түгел далбаса әрекет. Оны менің пікірім емес, ол экономика ғылымның ұстанымы, аксиомасы сондай. Түсінікті. Қазір антикор самұрық қазынаға кірді, жұмыс істеп жатыр. Және оның ішінде көптеген мәселелерді жақын арада шығарады. Еститін боласыздар. Ол бәрі уже салдарымен күрес. Мұхтар, біз сені тыңдадық қой енді. Ереке, мен саған мынандай ескерту айтайын. Мен осы бүгінгі әңгімеде саған Ереке деп айтып отырдым, иә? Сен маған Мұхтар деп айтып отырсың. Ол саяси мәдениетке сай емес деп есептеймін. Біз саяси мәдениетті қалыптасамыз деп отырсақ, мен саған да Ереке, сен маған Мұха деп айту керексің. Дұрыс айтасың. Келісемін мен оны. Мен ойымша Мұхтар мырза, Ерлан мырза, Мұхтар мырза болады. Әйтпесе просто Мұхтар, мен бала емеспін. Келісемін. Жақсы. Түсінікті? Қазір мен айтып кетейін.
мен мұға сені жаңағы осы біздің РУСПК-ның жұмысына анда қатысуға шақырамын. Мүшесі боласыз ба Нұр Отан жанындағы комиссияның? Көрейік, мағына болса көрейік барып, былай мағына болса. Бірақ бұл жерде қағида тұрғыда шешімдер қабылдану керек. Просто ана дәрмен күрес сол мағынасыз күрес. Ана жемқорлыққа қарсы агенттіктерді жіберу, оларда пара алу мүмкін. Солай емес пе? Бұл жерде экономикалық шешімдерін қабылдау керек. Түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Сұхбат өте қызық болды. Ешқандай реніш жоқ, Ерболат. Мүлдем, ол бәрі сұрақтарын орынды болды. Біздің негізгі тақырып, құрметті көрермен, мына жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз ғой енді. Меніңше, жаңа Қазақстан ба, ескі Қазақстан ба маңызды емес. Әділетті Қазақстанды құруымыз керек. Яғни Қазақстан әділетті болу керек. Яғни сол қадамдармен жұмыс жасауымыз керек. Және біз ескі Қазақстан ішінде қазіргі билік, қазіргі партиялар билікте отырған жауапты екенін ұмытпау керек ешқашан. Бұл тақырыпты біз әлі де талқылай беретін боламыз. Сізбен алдағы уақытта Алмазбек Садырбаев мырзаны ресми түрде шақырғым келеді. Сізбен, яғни ол да партия құрам деп жүр, қателеспесем. Тамаша, көп партия болсын. Сондықтан сіздермен бұл талқылауды өткіземіз деген ойдамын. Сізге де рахмет, ашықтығыңыз үшін бірден келісіп. Барлығыңызға рахмет. Алдағы уақытта құрметті көрермен, дауыс салу процесін, дауыс беру процесін жасаймыз. Яғни, егер сайлау болған жағдайда, егер жер қорғаны партиясын әділет министрлігі тіркеуден өткізіп қабылдаған жағдайда, сайлау болған кезде Аманат партиясы жеңеді ме? Немесе өздері кімге дауыс береді? Кімге дауыс бересіздер? Немесе жер қорғаны партиясына дауыс бересіздер ме? Қайсысына бересіздер? Яғни, сол жерде сол дауыс беру процесін жасасаңыздар, әрине кезіндегідей бот деген сияқты процесті қолданбасаңыздар, ол да көрінеді ғой. Ол да көрінеді. Сондықтан ол мәселе болмаса, мен ойымша бір әділетті жауап шығады деген ойдамын. Көп рахмет барлығыңызға.